Так, кеттік. Стресс жайында. Ну, стресс, мен түсіндіремін қазір стресс, жалпы стресс дегеніміз не? Оның мәні қандай, оның қандай жаңағы стадиялары болады, оның қандай зияны болады. В общем, стресс деген сөздің мағынасын қазір ашамыз қазір, не нәрсе екенін. Бұл күнделікті өмірде жаңағы адамдарда кездесетін физиологиялық күй и психологиялық тоже күй да, бірақ көп мән бермейміз стресстің қандай зияны бар екеніне. Сол туралы айтып кетейік. Стресс латын тіліне аударғанда напряжение дегенді білдіреді екен, қысым деген мағынаны білдіреді. Бұл сырттан келген психологиялық, жаңа физикалық әсерлердің барысында адамның организмде пайда болатын и психикалық күй, и химиялық өзгерістер. Мысалға сырттан хабар келді, ол жақсы, ол жаман хабар, айырмасы жоқ. Бірақ сол кез келген хабардың өзі біздің денемізде психикалық напряжение, күй тудырады екен. Еще қанда гормондар пайда болып, жаңа химиялық өзгерістер тудырады. Мынау анықтамасы да. Енді стресстің адамның өмір сүруіне, адамның ағзасына пайдасы да бар, зиянды жағы да бар екен. Ол бір жағынан стресс жаңа адамның өмір сүруге деген белсенділігін арттырса, ал зиянды жағы ол адамның күш қуатын әлсіретіп, тіпті өлім халіне де душар еткізеді екен стресс. Стрессті ең алғаш жаңалықты ашқан Ганс Селие деген жаңа биолог, ғалым, сол осы стресс деген жаңалықты ашқаннан кейін Нобель сыйлығының лауреатын алған екен осы кісі. Бұл неге? Оған дейін бірде-бір ғалым стрессті зерттемеген, бірақ олар біледі, жаңағы бір жаңалық болғанда постоянно адамның ішінде бір организмде түрлі өзгерістер болатынын біледі, бірақ ешкім оны зерттеген жоқ. Именно Ганс Селие. Не себептен? Өйткені Ганс Селенің өзінің өмірбаянын оқығанда қарап отырса, оның тоже стресстер көп болған екен. Неге? Өйткені ол 4 тілде сөйлеген ғой. 2 тілі жаңағы өзі Австрия, Венгрияда дүниеге келген. Венгер тілінде сөйлеген, сосын неміс тілінде сөйлеген үйінде. Одан кейін оның анасы тағы 2 тілді меңгеруге үйреткен. Олар жаңағы ағылшын тілі, сосын француз тілі. Таңертең ертемен оятып, сағат 5-те тұрғызып, жаңағы глагол, соларды сұрайтын көрінеді. Бұл алғашқы бойында болған алғашқы стресс. Одан кейін тағы бір стрессі, ол оянған кезде қай тілде сөйлейтінін білмейді. То есть 4 тілді біледі, бірақ қай тілде сөйлейтінін, бұл екінші стресс деп айтады. Одан кейін келесі бір стресс, ол өзінің кім екенін білмеген. То есть настоящий ұлты мысалға да, ол еврей ма, ол чех па, білмейді. Сол біресе жаңағы Австрия, Венгрияда тұрды, сосын Чехия кетті, одан кейін Америкаға кетті. Чехияда жаңағы профессорлармен келісе алған жоқ, одан қайтып кетті. Вот это вот постоянно стресс жағдайында жүрген. Ең соңында мына бір Монреал деген университет, бұл Америкадағы сияқты, соған келгенде тынышталған, оған кабинет берген, сонда өзі лабораториясында зерттеуді бастаған. Жаңа адамға үрей мен қорқыныш келген кезде адамның ішінде физиологиялық өзгерістер басталады. Соны зерттей бастаған. Сосын ол жаңалықтың атын жаңағы стресс гормон деп айтқан. То есть осындай жаңағы қорқыныш, үрей туған сәтте адамның ішінде гормондар бөлінеді. Ол гормондар стресс гормондары деп ең бірінші айтқан осы Ганс Селие. Сонда жаңағы ол жаңағы егеуқұйрықтарға, вообще барлық психологтар, ғалымдар осы егеуқұйрықтарға опыт жасаған ғой, тәжірибе жасаған. Оларды жаңағы қинаған, например, ұйқы бермеген, в общем, қинаған уақытта жаңағы егеуқұйрықтарда олардың қанында дейді адреналин гормоны бөлінген. Тура сол сияқты біз адамда да солай болады. Адам қатты жаңағы қиналған уақытта кезде, қорыққанда, үрейленген кезде жаңағы біздің
қанымызда адреналин гормоны бөлінеді. Бұл стресс гормоны деп айтады оны, стресс гормоны. Бұл стресс гормонының күші деп айтайық та, ол адамның геніне де байланысты екен. Оказывается, адам туғаннан бейім болып келеді екен, жаңағы стресс алуға бейім болып келеді. Бұл бір. Екінші жағынан адамның характеріне байланысты екен. Темперамент сендер қандай? Қызба болсаң егерде, ол бірден жаңағы стресс, постоянно стрессті алып жүресің бірден. Селе айтқан, бұл гормондар жұмысының нашарлауы адамдарды түрлі ауруларға әкеледі деп айтқан. Енді стресстің түрлері өте көп екен. Қазіргі мына ғалымдар оны айтады, психологиялық стресс дейді, күйзеліс, қорқу, үрей, жаңағы ұзаққа созылған тревога, солар, ұйқы жоқ, сосын эмоциональды стресс деп бөледі да, адам өте слишком эмоциональный стресс алады. Физиологиялық, жаңа денесінде бар, тәбеті жоқ, аллергия шығады, қан қысымы жоғарылайды. Химиялық тоже стресс бар екен, бұл жаңағы химический вред келеді. Химия заводында істей ме, химиялық стресс болады екен. Шаш түседі деп айтайық, мейлі тері ауру болсын. Мысалы, біздің өзімізде шашымызды ай сайын бояймын, мысалға. Конечно, менің тоже химиялық стресс алып жатырмын. Поэтому шашым түсіп жатыр, мысалға, менің де. Болмаса ақпараттық стресс. Қазіргі заманда ақпараттар көп, өте көп ақпараттар. Соны қарайсың да жаңағы, ойбай, ана жерде біреуді өлтіріп кетті, ана жерде біреуді сойып кетті. Все. Егер жаман ақпарат келсе, сен, конечно, ақпараттық стресс аласың. Бұл да адамға әсер етеді. Адамның ішкі жаңағы физиологиясына әсер етеді. Жұмыс қабілетін нашарлауы мүмкін. Память азаяды. Жаңағы жұмыс істегің келмейді содан кейін, жаңағыларды көргеннен кейін, мысалға да. Жұмыста сол туралы айтасың, жаман әңгімелерді. Содан кейін вибрациялық стресс деген пайда болды. Бұл жер сілкінісі, қорқынышы, сосын соғыс, тарс еткен кезде бір нәрсе, сен қорқып кетесің. Как будто сен пистолетпен атып жатқан сияқты. Кез келген дыбыстан қорқасың. Мысалға, бір адам, Афган соғысына қатысқан адам, соғыста болды, бәрін стресс алды ғой. Сол жаңағы мирный время келе жатқан кезде, бірдеңе тарс еткен кезде, мысалға, мысалға, машинаның дөңгелегі жарылған кезде тарс етіп, орнында тұрып қалады, не қаша жөнеледі екен. Потому что сол стресстің жаңа зардабын шегіп жатыр әлі. Тұрмыстық стресс деген болады. Сен болғасын жаңа атсаяқ сылдырламай тұрмайды. Сол стресс бар, ажырасу бар, сондай стресстер бар. Сосын қызметте, егер бастығыңмен нашар болсаң, бастығың күйсіз болса, бастығың сені қысса, там ақша бер, вот это қалай дейді ана. Мысалға, мен жақында естідім, ауылдағы мұғалімге жұмысқа тұру үшін ауылда 1 миллион теңге сұраған. Это же большой стресс. Болмаса жұмыс істеп жатқан, бәленбай жылдан бері жұмыс істеп жатқан бастауыш класстың мұғалімінен 100 000 теңге алған. Директор. Это же тоже большой стресс. Еще қорқат артынан түсіп жүр жаңағы. Шарт жасай ма? Шарт жаса, онда кредиті бар. Вот это вот стресс. Одан кейін емтихан, балаларда мысалға стресске әкеледі ғой, емтиханда қаншама бала болды ғой случайлар. Міне осындай стресстің түрлері бар екен. Енді вот стресс. Мысалға сырттан хабар келді де, ол жақсы болсын, ол жаман болсын. Ол бәрібір біздің ағзамызда психикалық күйді тудырады. Қанда өзгеріс пайда болады. Жақсы хабар келсе де біздерде жүрегіміз дүрсілдеп қоя береді, аяғымыз дірілдеп қоя береді. Бұл гормон, адреналин гормоны бізде ойнай бастайды. Адреналин гормоны. Бірақ стресстің 2 түрі бар дейді. Біреуі эустресс, екіншісі дистресс. Эустресс жақсы стресс. Бұл адамға пайдасы бар дейді. Ал дистресс ол адамға пайдасы өте нашар. Мына эустресс өте қысқа болады екен. Өте қысқа болады. То есть, вот бір жаңалық естіп, жақсы жаңалық есенде сразу қолым дірілдеп, жүрегім дүрсілдеп, қуаныштан сондай бір стресске тап болдың, эустреске, бірақ кішкенен кейін басылады. Бұның пайдасы бар. Болмаса спортсмендер жаңағы жарыстың алдында не істейді? Оларда тоже эустресс, стресс болады басында.
а потом уже жеңіске жеткен кезде оларда уже бәрі орнына келеді, наоборот, онда өмірге деген құлшыныс артады да. Болмаса актерларда, оказывается, актерларда постоянно стресс болады екен сахнаға шығар алдында. Олар даже содан кейін арықпайды екен, резко арықтайды екен олар. Вот қандай стресс да. Олар да тоже, бірақ олардың стрессы тоже пайдалы. Олар сахнаға шыға берген сайын олардың өмірлік тәжірибелері жаңағы күшейе береді да. Мысалы, выступаем, и бізде тоже уже эустресс эустресс болады. Сол стресстің пайдасы адамға шабыт әкеледі. Сен когда бір нәрсені жүргіздің, содан кейін тағы да сен жүргізгің келеді. То есть шабыт деген осы екен, оказывается, бар ғой, ана шабыт деп айтады. Сол шабыт келе береді екен. Ал енді дистресс деген бар. Бұл дистресс неге өте зиянды? Өйткені ол ұзаққа созылады. Мына адамның денесінде пайда болған адреналин гормондар, олар қалып қояды денеде, кетпейді, қалып қояды. И сол жаңағы хронический стресске айналады. Постоянно іште тревога, постоянно үрей. Жақсы хабар болсын, жаман хабар болсын, сен күтіп отырасың. Выживание дейді ғой, вот қалай мен өз-өзімді сақтап қаламын. Мына ішкі ағза енді ойлайды, өзімді сақтап қалу керек деп ойлайды. То есть кез келген жаңалық оған стресс тудырады. Ол кез келген хабарды нашар деп қабылдайды. Даже жақсы хабар болсын, ол бар ғой, мысалы, жақсы хабар келсе сен, ой, тағы да сөйтеміз бе, бүйтеміз бе деген сияқты нелер басталады. Оларда күрес басталады ішінде. Оларда өмір үшін, қуаныш үшін өмір сүрмейді, наоборот, выживание деп болады. То есть оларда борьба за жизнь іште басталады. 98% адамның ағзасы өз-өзін құтқаруға жаңағы кіріседі. А не творчестволық өмірге, жаңағы творчествомен айналысуға, например, жоқ, именно өз-өзін құтқарып қалуға тырысады екен. Дистресс сонда өмір сүруді азайтады, белсенділікті, адамның физикалық жағынан әлсірейді, психологиялық жағынан әлсірейді. Өйткені постоянно бессонница, мазасыздық, күйзеліс, ең соңында ол келеді жаңағы физиологиялық ауруларға ұшырайды. Жүрек соғыс, жүрек ауруы, сосын жаңағы инфарктке әкеледі. Сондықтан стрессті ұзаққа созып керек жоқ, ұзаққа созып. То есть, когда сен түсінесің стресстің мәнін, сонда сен уже өзіңнің өміріңді басқара бастайды екенсің. Деді, дистресстің зияны, жүйке ауруы, нерв, постоянно нервный, да, нервный срыв болуы мүмкін, шаршау постоянно, энергия жоқ ешқандай, иммундық жүйе әлсірейді, бірден жаңағы гриппті қабылдайсың, тез аурушаң болып қаласың, жүрек ауруы, қан айналымы бұзылады, содан кейін жаңағы қан құйыланады, үшін түрлі аурулар, жүректе ритм бұзылады деген сияқты. Стресс қатты болған кезде, оказывается, адамның болады ғой, сағат тілімен айналып тұрады ғой адамның организмі дейді, мысалға да. Вот мен сағаттың тілімен айналып, менің организмім жұмыс істеп жатыр. Как положено. Қатты стресс болған кезде, стресс көп, потом бац, бір үлкен бір жаңалық келеді дейсен, все, инфаркт. Сол кезде мына қайт сағаттың тіліне қарсы жүре бастайды. То есть былай, представьте, сонда мына бүкіл система өзгеріп кетеді. Система. Страшно негізі. Вот эндокринді жүйе, тестостерон төмендейді екен. Оказывается, тестостерон еркектің мықты да несі, гормоны. Ол әйелде де болады екен, оказывается, тестостерон деген. Ол күш қуат екен. Ол да төмендейді. Всякие аурулар пайда болады. Сосын балаларда болса стресс, оларды өспей қалады бойлары. Өсу гормоны келеді екен балаларда. И психикада тоже ашушаң, ұрыс керіс, қарым-қатынас нашарлайды, разводқа дейін баруы мүмкін. Сондай последствиялар бар екен, да? Енді стресстің мына нелер, зерттеушілер, докторлар, психотерапевтер үшке бөледі, оның стадиясы қандай болады. Вот басталды. Хабар келді, сенде уже ішіңде үрей мен мазасыздық басталды, қобалжу басталды. Бұл психологиялық күй. Қобалжудың, үрейлендің, да, вот это психологиялық. Содан кейін барып, екінші сатысы, егер эустресс болса, сен уже бойың үйренді, адаптировался, жүрек жаңа демалысың қалпына келді, сабырға келдің, бұл эустресс. То есть екі
стадия ол эустресстің несі. Ал енді үшіншіге өтіп кетсе жаңағы, үшінші стадиясы бұл өте жаңағы адамды өлімге дейін әкелетін стадия, бұл истощение дейді. Организм все уже жұмыс жасаудан қалады. Адамның ресурсы өмір сүруге емес, өз-өзін қорғауға жұмсайды. Ресурс миындағы. Осыдан уже басталады. И депрессия, и психосоматикалық аурулар басталады екен. Ана Джо Диспенза деген бар, қазір ненің соңында, соның медитациясын жасаймыз. Сол зерттейді ғой. Стресс зерттеген кезде, стресс кезінде дейді 1400 химическая реакция адамда болады екен. Химическая реакция. Да, вот қан қысымы жоғарылады, бұлшық напрягается, демің қысылады, да? Вот это адреналин и кортизон гормондары іске қосылады. Екеуі стресс гормон, адреналин, кортизон. Егер жаңағы стресс қысқа болса, бәрі қалыпқа келеді, да? Ал егер ұзақ болса, онда уже все. Ол жаңағы гормондар қалып қояды, олар жойылмайды денеде, қанда қалып қояды, и ол жаңағы неге айналады? Үлкен стресске, хронический стресске айналады. Ұрыс керіс болды үйде, это тоже стресс. Балаң туралы саған звондады, бірдеңе білдіріп қойды, это тоже стресс. Кредит, короче, барлығы. Осы болмашы нәрселер сол үстіне қосыла береді. Уже все, организм уже истощался организм. Сол кезде бір күтпеген жерден хабар келген кезде инфаркт случается, оказывается, адамда. Бір инфаркт, екі инфаркт. В общем, очень тяжелый случай, да? Сол 98% организм, 98% сол жаңа выживанияға, сақтап қалуға жаңа өз-өзін жұмсайды екен. То есть никакой радости нет в жизни. Тек қана мен қалай соңғы бір вот жабысып алып бір жерге солай өмір сүресің. Сол енді мұндай нелер, это адреналин, кортизол, екі стресс гормоны, ол енді қалай болады дейді, да, міне. Оказывается, сейчас глюкоза бөлінеді екен. Қалай пайда болады екен? Оказывается, бір молекула бар, глюкозаны жинайтын резерв. Содан глюкоза, бір мезгілде миллион глюкоза шығады екен, миллион глюкоза. Сол кезде жаңағы вот это қан қысымы жоғарылау, тыныс жиілеу, осылардың бәрі сол кезде болады екен. То есть глюкоза, қалай, организм бір мезгілде бәрін жіберіп қояды, да, например. Вот это бар ғой, сахарный диабет, оказывается, мен қарап отырып, сахарный диабет бар ғой, осы стресстен пайда болады екен. Мен ағам марқұм сол осыдан кетті. Мен білмеймін ғой кезде, қазір ойлап отырмын, бұрын вообще онда болған жоқ сахарный диабет, бірақ жаңа стресс алған кезде мына үйіне ұры түсті, сол кезде онда үлкен стресс болды да, сол кезде оны начали докторлар колоть жаңағы неменен, глюкозамен, короче, искусственный, да, и все, сахарный диабетісінде болған диагноз қойды, өмір бойы ол өзін инсулинмен егіп өтті. Ақыры инсулин все, ағзалардың бәрін іріп шіртіп құртып жіберді, өте жаман екен. Сонда, ал енді былай дейді, да, вот скорый помощь шақырдым, мысалы, сенде вот случилось жаңа инфаркт, например, да, кортизол, короче, докторларға келді, саған мына бірнеше есе кортизол жібереді жаңа саған, да, вот, ну, что восстанавливает организм. Сонда сөйтіп адамның иммунитеті бар ғой, все, күрт төмендейді. Если мысалы 5 укол берді, ну, 5 есе кортизолды берсе, сенде 5 есе иммунитет жоғалады. Все, иммунитет жоқ сенде. Вот стресстің ең соңғы стадиясы сол, иммунитет сенде жоқ, сенде өмір сүре алмайсың сен. Сондықтан ковид кезінде көп адамдар қайтыс болды ғой, сол, наверное, тоже вот это накопленный стресс, кім білген, әртүрлі нәрсе. Дұрыс айтасыз, иә. Сол кезде адамдар негізі аурудан емес, стресстен кетті деп жатыр ғой, қорқудан, үрейден кетті деп жатыр негізі. Иә. Ну, тағы да бір екінші жағы бар, мен сол туралы естідім, потом как-нибудь айтармыз. Енді қараңызшы, мына гладиаторда көрдіңіз бе? Короче, гладиаторлар мықты ғой, да? Оларды ана Римнің нелері қалай гладиаторды ұстаған адамдар, қалай дейді,
олар айтады ғой бір бастық деп айтайыншы шығар. Қалай білген, мынау қорқақ гладиатор или мынау батыл гладиатор? Оказывается, ана арыстан бар ғой, міне соны шығарады екен. Тордан шығарады. Мен мына Түркияда бір үлкен колизей бар, үлкен колизей. Сонда кәдімгі ана нелерді қамаған нелер бар, орындар бар, до сих пор осталось. Сонда жаңағы ана шығарған кезде, мысалы, гладиатор тұрады ғой, неде, ортада сценада, ну, сцена деп айтайық. Сол кезде арыстан келе жатқан кезде біреулері бледнеет, бір гладиатор, а біреулерінде бетінде қып-қызыл болып оты шығады. Сол қып-қызыл болып бетінде оты шыққандарды олар гладиаторлыққа алады. То есть олар воины деп айтқан. А кто бледнеет, қан жоқ, тұрып қалды, олар уже не воины, оларды алмайды. Может, өлтіріп тастайды, білмеймін ол жағын. Соған қарап гладиаторларды солай жаңа алған екен. То есть представьте, вот жолбарыс, ну, арыстан келді, ана кісіде қандай стресс көтеріледі да, вот это өз-өзін жанталасып қорғау керек ана кісі. Или өлім, или өмір. Или өлім, или өмір. Анна бір несі болды, бірақ оны алып тастаған қазір. Сонда бір ер адам, қазақ ер адам қалай попал, вот это неге түсіп кеткен, какой-то жетім болған ғой, может, көрген боларсыздар, неге түсіп кеткен, военный базаға түскен ғой. Сол военный базада оларды иттермен тәрбиелеген. То есть камераға қамайды, олар сосын бір алады да итті жібереді, представьте. То есть иттер тұрады камерада, а мына кісілерді иттерге жібереміз сондай. Сол кезде ана кісілер там ішінде жаңада гладиатор. Не қайда? Удлинитель. Оны көрмеген боларсыздар сірә. Одан не алып тастады. Мен когда естігенде бір прям такой не прям әңгіме жақсы. Ол кісі бар екен, ол кісі аман қалған екен, соны оттан, өрттен бәріне аман қалып шыққан. Сол ит жіберетін көреді сонда, арпылдаған итті, представляете? Сонда сол кездегі эксперимент қазір де жалғасып жатыр. Білмейтін көп та біз. Сол глюкоза, вот глюкоза керек. Мына ағзада жаңағы стресс болған кезде огромный глюкоза керек денеден. Сол глюкоза, вот крахмал дейді, крахмал тәрізді глюкоген, сол жаңағы адреналин гормонының бір молекуласына бірнеше миллион глюкоза жұмсалады. Мына мен соңыра жіберем де, қанға өтеді. Адамның реакциясы қандай болады? Стресс болған кезде адам не тұрып қалады, қатып қалады бір орында. Либо қашады, либо болмаса төбелеседі. Вот қазір соңынан айтып көріңіз, сіз қайсысыз соның? Бір нәрсе болған кезде қашасыз ба, әлде тұрып қаласыз ба, әлде болмаса күресесіз ба? Адамдар әртүрлі екен. Менің өмірімде осындай болды, осындай случайлар. Маған тоже жақын ол случай. Да. Стресс термині менің басыма өткен. Жаңағы айтып отқанның бәрі маған тура жаңағы адреналиннің бөлінгені, мен шешім таба алмағандығым, мен врачқа бардым, ол мені жаңағы қайда жібергені, соның түгел менің басыма өткен жағдайдан. Қазір айтасыз да онда. Екінші гормон кортизол, бұл бүйрек асты безінде пайда болады. Бұны өлім гормоны деп айтады екен, докторлар айтады, өлім гормоны деп. Неге? Өйткені кортизол көтерілгенде инсульт сонда болады екен, тромбозы дегендер. Вот ковид кезінде, оказывается, тромбозы көп болған екен, тромбозы көп болған. То есть, вот именно жаңағы стресс, қорқыныш деп кетті да адамда. Так, былай болады, короче. Мысалға, біз обычно 2 метр секіріп жүреміз, 1 метр секіреміз, да, спортсмен мысалға. А когда адамда жаңағы кортизол мен адреналин бірге көтерілген кезде, біздер аш 5 метрге дейін секіреміз. Қанша энергия керек, қанша энергия жұмсалады да адамның организмінде. Это же, конечно, өліп кетуге болады ондай кезде. А енді пример, жаңа не айтады, мына докторлар айтады, на самом деле стресс ол деген адамға пайдалы, керек деп айтады да, жаңағыдай. Ол адамды шынықтырады, жаттықтырады, адамға уверенность әкеледі дейді да. Бір жай ғана мысал, адам алдына мақсат қою керек. Вот мақсат қойып, сосын барып жұмыс жасау керек. Сол кезде мына иммунитет қалыпқа келеді, дофамин, яғни бақыт гормоны дейік, сол бақыт гормоны өседі, и сенде иммунитет
күшейеді иммунитет. То есть иммунитет өзінің қалпына келеді. Жаңа жоғалып кеткен иммунитет қалпына келтіруге болады. Жаңа мақсат қойып, сол мақсатпен жұмыс жасасаң. Ондай адамдар ұзақ өмір сүреді дейді, ауырмайды дейді. Сосын жұмыс жасап жатсаң, новый проектілер болады, жаңағы ойлап, идеялар ойлап. Вот жаңа идеямен жұмыс жасау керек, ну, прямо идейный болу керек, короче. Қосымша бір тапсырмалармен айналысу керек. Ну, короче, постоянно движениеде болу керексің, движениеде. Энергиясы отырып қалды ма, міндетті стресске кетесің. Иә, в общем, қайттан тоқтап қалған моторды қайттан іске қосу керек. Жайлап бірінші чек, потом үдетесің. Сосын саяхатқа шығу пайдалы дейді. Жаңа орындарға барасың, музейлерге барасың. То есть бұл да жақсы. Дофамин гормоны бала, дофамин гормоны. Дене жаттығулары керек. Өйткені қимыл да, вот жүзу, би, жүру, осылардың бәрі өте адамға пайдалы, потому что дофамин гормоны жоғарылайды. Өмір сүру ұзаққа айналады. Біліммен айналысасың, күн сайын кітап оқу керек, мәселен. Вот бір маңызды нәрсе, адреналинді физикалық жаттығулар арқылы жоюға болады. Мысалға мен алдымда бір, оқыста бір келді маған стресс. Не істеймін? Алдымда физикалық жаттығумен айналысамын. То есть пол жуа бастаймын. В общем, неде болса маған қимылмен айналысу керек. Кстати, жақын кезде осы болды. Я не знаю, қай кезде мен начал тек физикамен айналысуға. Пол жуа бастадым, бір сондай бір случай болды, ұмытып қалдым неден екенін. Но мен сразу... Мен билеймін. Прямо... Мен билеймін. Билейсіз ба? Ол да дұрыс, билеу де дұрыс, өте дұрыс. Иә. Оказывается, вот адреналинді жаңағы тоқтатып тастайды екен мынау физикалық жаттығулар. Хоть би, хоть пол жуу, хоть секіру, любой нәрсе, да? Дұрыс, өте дұрыс. Ал енді витаминмен, енді айтады мысалға, қосымша жаңа докторлар, витамин қабылдайсың, минерал витамин С керек, ашыған капуста бар ғой, квашеный. Сол өте пайдалы екен, квашеный капуста. Натуральный С. А вот магазиндегі кальций, это искусственный. Магазиндегі кальций бар ғой, ана обыкновенная аскорбиновая кислота, ана қымбаттарын білмеймін енді. Вот аскорбиновая кислота, это искусственный. А бізге керек натуральный. Вот это ашыған капуста, кажется, өте пайдалы екен. Оның ішінде С болады. Киви, мандарин, сосын свежий соктар тоже пайдалы. Потом қосымша, егер болмай бара жатса, психотерапевттар валериана, капля, пустырник дегендерді пайдалануға береді. Ұйқы қанық болу керек. Билеп жатыр мынау тоже. Ұйқы қанық болу керек, физикалық жаттығу болу керек, ән айту керек. Знаете, ән айтқан кезде тынысты қалай десем екен, демалысың, тынысың кеңейді жаңағы тынысың. Ән айтқан өте пайдалы. Сосын серкілдеп, былай айтамыз ғой, серкілдеп кете бүйтіп, да? Это тоже жақсы, стресс болған жағдайда адреналинді жібересің. Мен дұрыс жасап жүрмін. Да, иә. Потом буксимен билеуге болады, серкілдеп буксимен. Какой-то ритуалды жасауға болады, өзің үшін. Потом алақанмен былай үстіңді ұрлайсың ғой, бүйтіп. Бұл да жақсы. Жаңа адреналиндерді босатасың өзіңнен. Адреналин. Үстіңді жібересің, да? Сосын докторлар мынандай не айтады? Тыныс. Қалай болады? Жүрегің соғысы жиіледі, бетің қызарды, химиялық өзгерістер пайда болды ғой. Сол кезде тыныс қайттан организм қалыпқа келу керек. Вот это очень важно. Адреналинді босату керек, да? Сонда мынадай тыныс жаттығуларын істе деп айтады. Егер или физикалық жаттығу, или болмаса тыныс жаттығуларын жасауға болады. Мынаны артынан өзіңіз істеуге болады. Мысалға 8 рет үзік демалу, да, например. Демалдыңыз ғой 8 рет үзік мұрынмен. Содан кейін 1 рет ұзақ. Организм қалыпқа келе бастайды. То есть демалыс нормаға келе бастайды. Осыны жасауға болады. 8 рет үзік демалып, да, вот это. В общем, или болмаса даже сыртқа шыққан жақсы. Таза ауаға шықсаң, тоже басылады барлығы, стресстің барлығы. Так, осындай жағдайлар. Все, болды. Істеріңізге сәттілік, үлкен рахмет. Енді не текті? Сұрақ қойып, өзіміздің жаңағы неміз айтайық.
Мақпал ханым, сіз айтасыз ба? Уақыт бар ғой бізде. Сіз айтыңызшы. Ой, бұл стресс деген Аха. менің бірінші сондай тақырыбым болды. Жаңағы тура сіз айтқан процестің бәрін мен бақылап отырсам, тура осының бәрі болды. Ең бірінші менде қорқыныш келді, қорқыныш үрей келді. Үрей келгеннен кейін жаңа менің жан дүниемде уже қорқыныш сезімі пайда болды да, ол менің денеме меңдеді, әбден меңдеді. Сосын мен уже жұмысқа бара алмайтын жағдайға жеттім. Жұмысқа барсам жүрегім қағады, кабинетте осылай сабақ беріп жатсам, жүрегім қағады, далаға жүгіріп шығамын таза ауаға деп абдырап жүріп шығып түсінбеймін неден болып жатқанын. Сөйтіп жұмыстан отказ бердім де мен айттым, мен бір ай демалайын деп үйге келдім. Үйде жатып едім, үйде қозғалыссыз жатамын ғой. Одан сайын ол үдеді. Дір-дір етем, уже менде паникке атака басталды уже. Сөйтіп сосын кейін оқушыларды үйге шақырам, сабақ беріп отырам, өзінен өзі жүрегім тарс-тарс тахикардия соғады, тарс-тарс етіп, қайтадан екінші бөлмеге барам да, бүйтіп денемді қозғалтам, бүйтіп қозғалтам, сосын секірем. Есікті жабам да, екінші бірінші бөлмеде оқушыларым отырады, бір бөлмеге барам, секірем, жаңағы не келгенде. Содан бұл болмады. Мен уже ұйқым қашты, уже мен күнде медитация тыңдаймын, уже Құран тыңдаймын, дұға тыңдаймын, уже болмайды, уже мен түнде ұйықтай алмайтын дәрежеге жетіп бара жатырмын, уже осылай. Қорқам, қасымда қыздар шақырып аламын, жалғыз ұйықтай алмаймын, төсекте бірге ұйықтайықшы, мен жалғыз төсекте жата алмаймын, қасыма бірге жатыңдаршы деп, адамдар менде әбден қорқыныш сезімі. Далаға да шықтым, таза ауада, бірақ ұдайы жүріп бастадым, жаңа 40 минут далада жүруді бастадым. Ол кез қыс кезі болатын еді, ноябрь қыс кезі. 2021 ғой деймін, ұмытпасам, 21 ма, 22 ма сол уақыт. 21 мен 22-нің ортасы ма. Содан кейін мен неге бардым? Астанада осы больницаға бардым, дәрігерге. Енді мен гормондарым тексертейін, бүкіл неге тексертейін деп, олимпка анализ тапсырып, бүкіл немді алып, жүректі түсіртуге неге бардым? Диагностикалық орталыққа бардым. Сөйтіп жүрегімді түсірттім. Жүрегімді түсіртіп едім, жүрегіңізде дұрыс емес, что-то сіздің жүрегіңіз қатты нетіп жатыр, сізге операция жасау керек дейді маған. Мен одан сайын шошимын, кәдімгідей менде вообще. Содан кейін менде бір кардиолог таныс болатын, сол кісіге жіберем, оқып беріңізші десем, мына айтады, жүрегіңізде дұрыс емес дейді. Сосын мен сонда да жаңа тоқтатпаймын, уже вообще кәдімгі бүйтіп кеткенмін, уже енді жүрегім операция деген вообще көзіме елестете алмаймын уже. Содан кейін әлі кардиолог танысым айтады, жасату керек, мынау болмайды дейді. Сосын кейін болмаймын да, екінші күні тағы да соның қасында тағы да бір кардиологический центрға жаңағы диагностикаға бардым ғой, енді кардиологический центрдің өзіне барам. Келесі күні кардиологический центрға барам да, қайтадан не жасатам, УЗИ. Сол кезде менің УЗИім жақсы шығады. Представляете, бір күн алдын диагностикаға жасаттым, бір күн кейін кардиологияға жасаттым Астанада. Содан кейін сол Астанада бір таныс ағай болатын, сол кісіге звондаймын да, мен осылай айтамын, бауылдас еді. Содан ол кісі айтады маған, сіз кімге барыңыз? Главный врачқа барыңыз, жаңағы кардиологияның главныйсы Андосова деген кісі, соған жібереді. Ана кісіге барам да, жаңағы жағдайдың бәрін баяндасам, ол кісі маған тура осылай айтады да, сізде адреналин көбірек бөлінгендіктен, сізде табанда деді ма, табаннан деді, сіз табанда көп физикалық қозғалыс болу керек, жүру керек, билеу керек, короче, соны сізде қозғалыс болу керек, табан қозғалу керек деп. Содан кейін жаңағы Андосованың айтады, сізге ешқандай денсаулығыңыз 100% дұрыс, бәрі анализдеріңіз бәрі тамаша, ештеңеге алаңдамаңыз, все, барыңыз да, просто сізге психологқа бару керек, психиатрға бару керек деді маған. Содан кейін сөйтіп мен енді сол жаңағы больницаға барғанға дейінгі аралықта қалай сақтандым мен енді, өліп қалмаудың амалы жаңағы выживание ғой менде, самовыживание. Мен күнде четвергтен бастап кафеге барам билеуге. Четверг, пятница, суббота 3 күн, қалтамда 3 мың теңге ақшам болса да, тамақ үйден шығып, анада кафеге барып билеймін, қыздармен барам да, билеймін. 3-4 қыз бар, қыздар билейікші деймін, мен құтылуым керек қой, мына состояние құтылуым керек. Сосын билеймін, вроде неплохо, кішкене келем, қайтадан үйге келгеннен қайта басталады жаңағы қорқынышым. Содан қысқасы мені сақтаған жаңағы менің биім деп ойладым мен. Жаңағы билеу дегенде мен билеген сол биім. Еще үйде жүрімде жаңағы қайта қозғалам ғой. Бірақ жаңағы пол жуу, бірдеңкені жанталасып жұмыс істеу дегенге алданбаппын. Ол бір лайфхак болды. Сонда мен осылай ешқандай өзімді өзім қорқыттым, өзім жүрдім, жүрегімді шошыттым, денемді физикалық тұрғыдан стресске апардым да, өзім қайтадан өзім алып шықтым өзімді. Да. Қазір қалай? Ондай бола ма, болмай ма стресс? Жоқ, Аллаға шүкір, қазір мен уже түсінем, уже менде жаңағыдай жүрегім қаға бастаса, мен уже түсінем ол нәрсенің, жаңа бір нәрсеге мен неден үрейленіп тұрмын, неден қорқып тұрмын деп. Сосын ойды босата бастаймын. Мақпал, қорықпа, ол жай уақытта, сен белгісіз, ол ойдан қорқудың қажеті жоқ деп, мен өзімнің мына немді 5 адамды бүйтіп нетемде таза ауаға жүріп келем. 1 сағаттай, 1,5 сағаттай таза ауада жүріп келем сол кезде. Сосын ары алданып кетем.
Джо Диспенза бар жеңуді ғой. үйрендім, стрессті қалай жеңуді үйрендім. Рахмет. Джо Диспенза бар ғой, ғалым, нейроғалым. Сол бар ғой, мына медитация жасатқан ғой, топталып, екі топталып. Біреулері бұрыннан жасап жүрген топ, екіншісі жаңадан бастаған топ. Үш ай ма екен, соларға 3 жұма істеткен. Сол кезде байқаған оларда улучшение болған организмдерінде. Сосын 2013 жылы тағы істеткен ғой. Сонда бірде бір істемеген адамдарға бірінші күні-ақ уже физиологиялық жақсару бола бастаған адамдардың денесінде. Представляете? Медитация. Вот именно вот Джо Диспензаның жаңа медитациясы, который предлагает, ол зерттеп барып, сосын жаңада қазір медитацияны ол айтып жатыр ғой баяғыдан бері. Так что медитация очень полезно будет. Бүгін қазір істеймін медитацияны. Аха. Бірақ Тамара ханым, мен сол кезде намаз оқып жүретін едім. Намаз оқып отыра алмаймын ғой. Намаз оқып жатсам, жүрегім тартылдап қалады, аузыма тығылады. Сосын барып жүгіріп барып аспириннің 4-1 или 3-1 ішемін. Өліп қалатын сияқтымын, как будто. Прям қазір момент мен өліп қалатын сияқтымын. Намаз отырып, жай намазын соң отырам, уже кішкене тыныштық бүйтіп басам, бір мезгілде басталады, фук деп бір какой-то бір толчок тарт еткізеді, мен білмеймін. Сол кезде мен жүрегім шығып, еще мен было самый первый раз, когда болғанда, мен жүгіріп есікті аштап көршілерден көмек сұрадым ғой. Мен жүрегім қағып жатыр, не істерімді білмей жатырмын деп осылай. Сосын барып мен 2 таблетка аспирин ішіп алдым сол кезде. Ана ол кезде как раз адамдар тромбыдан көп кетіп жатыр. Или менде сонда қатты стресс болды жаңағы ковидта, адамдар көп өліп қалып жатыр, стресс деген. Или басқа бір жағдайлар маған әсер етті. Білмеймін ол нәрсені, мен анықтамадым. Сол кезде мен дір-дір етіп көштерден көмек сұраймын. Көрініп сондай. Да, ковид кезінде үрей бәрі көп болды ғой. Ана информация көп болды, содан кейін қорқынышыңыз көтеріліп кетті, наверное. Менде де сондай жағдай болған. Да, менде де сондай жағдай болды. Мен әкем қайтыс болды. Содан кейін мен білмеймін ғой, бұрын айтпайды ғой, жылама деп, содан жылама, андай қабылдама дейді ғой. Сол мен ойлаймын, қалай мен оны қабылдамаймын, қалай жыламаймын деп, сөйтіп жылап жүріп, бір күн менде Алматыға ұшып барғам. Алматыға ұшып барып, өзім сол психологияны оқып жүргем ғой. И қысылып кеттім. Прямо оқпай қалдым, дәл сіздегі сияқты жағдай болды да, терезені балкон бәрін ашып тастадым, қысылғаннан. Прямо охота была на екінші этаждан секіруге. Содан кейін, да, анау қысып барады ғой. Содан мен анау бір подружкама звонить еттім, я говорю, Гаухар, слушай, говорю, мне, знаешь, так плохо, прямо қысып жатыр, и охота с балкона прыгнуть деп. И ол айтады, қалай болып тұр деп, мен айтам, какой-то қорқыныш, неден қорқып тұрғанын білмеймін деп. Но ол не болды жақында, мен қайтыс болды ғой, мен 40-ын бердім жақында деп. И содан кейін ол айтады, наверное, у тебя панические атаки. Слушай, говорит, это панические атаки деді. Ол әлі айтқан жоқ, наверное, бірдеңеден қатты қорқып тұрсың деді. И потом мен таңертең самолетпен Өскеменге ұшуым керек қой. Мен самолетке барсам, ана аэропортқа кеп, мен бір тұншығып қалатын сияқтымын, ауа жетпейтін сияқты болып жатыр. Лифтіға кірсем тұншығам, үйде жүрсем тұншығам, лифтіға кірсем тұншығам, бәр жердің есігін ашып қоямын, ваннаға жуына алмаймын, мен ваннада есікті ашып жуынамын. И мына жерінде тұрады какой-то комок. Содан кейін немеден келдім, билет, регистрациядан өтіп жатырмын, сұрап жатырмын. У вас есть кислородный немене бар ма деп, маска бар ма, самолеттің ішіне тұншығып қалмайын ба деп жатырмын ғой. И самолетке мен кірдім, енді есікті жапқанда мне плохо стало, я обратно вышла. А самолетке кіріп қайтадан шықсаң, сені ана самолетке бірдеңке қойып кетті деп ойлайды екен ғой. Иә. Содан мені ұстап қалды охрана. Пока мен заявление жаздым, мынау отырдым, почему мне плохо, почему я вышла деп, пока мынау Өскеменге самолет қонғанша мені ешқайда жібермей қойды. И мен самолеттен қалып қалдым. Енді пойызбен қайтайын десем, тағы да қорқам. Күйеуіме звонить етем, келіп алып кет десем, ол мені айғайлады, сен есің дұрыс па, отыр да кел деп. В общем, мен потом пойызға отырдым, успокоительныйлерді ішіп бірдеңке айту приехала. И далаға шықтым. Содан кейін мен ары оқыдым, бері оқыдым, іздендім, айту, соны тауып алдым, что это панические атаки. Потом больницаға барсам, бәр жерде дұрыс деп айтады.
И мен психологқа барсам маған сіз дейді ана қазіргі күйіңізді елестетіңіз, и потом экранда, что без страха свободный жүргеніңізді елестетіңіз деп, мен өзім отыра алмай тұрсам, маған отырғызып қойып, он не мог мен жұмыс істеуге. Сол мен айтам, маған несі дұрыс па, мен өзім қайдағы, маған мынау неправильно работает деп кетіп қалдым. Одан кейін енді не істеу керек? Сіз айтпақшы, мен намазға да жығылдым, и ана неменен де тыңдадым, в общем, мне плохо было. Одан кейін енді мен анау панический атак екенін айту тауып алдым, шұқылап жүріп, бірдеңкеден іздеп жүріп. Содан кейін ана упражнениелер жасап бастадым. И содан кейін айтады ғой, если бірдеңкеден қорсаң, қорқынышына қарсы жүр деп айтады ғой. И мен балам үйленбекші болды, мен оған бүйтіп айттым, мен ана неменедерді құдалыққа бәрін Дубайдан саған алып келем деп. Еще мен ол жаққа бара жатырмын десем, мен ұлым маған ана келінге шуба әкеп берші деп, келін размер бітті жоқ өзі 44-та бірдеңке. Соны тапсырды, и мен тойға өлең жаздық, соны құлағыма істеп алдым. Знаете, мен не істеп кеттім? Медитация жазып кеттім. Өзіңіз? Бұл қорқыныш неге қай кезде пайда болады? Бұл қорқыныш біз өзімізге сенбегенде, біз Алладан ұзақ кеткенде пайда болады деп, мен медитация жаздым ғой. Содан кейін Мақпал ханым, мен нені түсіндім, мені отпустила. Мен бірінші оқыдым. Бұдан мен кәне ауырмайды екенмін, бұдан әр 3 адамның біреу ауырады екен. Ол өмірінде сондай болады. И бұдан өлгеннің бейіті жоқ. И бұдан ешкім кетпейді. Мен қорқып, мен жынданып кеттім ба, елдің алдында құлап қалам ба, мен вообще өз есім дұрыс па деген қорқыныш болды ғой. Иә, дәл. Мен уже аспиринсіз көшеге шықпайтын болдым. Бутылкамен су, постоянно аспирин. Мен до того қазір әлі бүгінге дейін сондай менде бар, әлі бутылкамен су тасимын. И аспирин постоянно сумкамда жүреді. Содан кейін соны түсінгенде мен уже деп, оказывается, не только мен емес екен, ешкім өлмейді екен, ешкім жынданбайды екен деп неметкенде мені отпустила. Потом бірнеше суретін салдым, ат қойдым. Содан кейін ол келгенде мен сөйлей бастаймын. Ой, мен білем, что сен мені хочешь оберегать, ты мне мешаешь, когда қорқыныштың ана неменесі көлем үлкейіп кетеді ғой сонда. И сөйтіп жүріп, мен қазір панический атакамен клиенттер келеді ғой. Иә. Одного раза снимаю. Мақпал ханым, естіңіз бе? Так что соны жұмыс жасап кеттім ғой клиенттермен. Мен келіп шошып отырады ғой. И сол ана бірнеше упражнениялар берем, соны келіп жүреді. Уже бірнеше жыл болды, мен панический атакамен жұмыс жасап кеттім. Мен айттым, егер де мен надан шыға алатын болсам, осы мен ауыратын кісілерге осындай әр өмірінде стресстен болады ғой, соған я буду помогать. И мен қазір сол панический атакамен жұмыс жасап. Классно. Жақсы, рахмет, аха. Так, Асем ханым, Гүлмира ханым, қосатыныңыз бар ма? Әлде келесі теманы бастай береміз бе? Асем ханым, ол стресс болып жүрем деп айтты. Сізде қандай стресс болып жүр? Қазіргі 2 жерде жұмыс істеймін де шаршап жүрмін ше. Мен жұмыс істеуден шаршамаймын. Мен анандай адамдардың сөзінен уже бір сондай уже ондай ортадан кетіп қалғым келіп, өзім андай конфликт ұрсысып олай істемеймін. Мен өзімдікін біліп тұрамын, өзім дұрыс екен, бірақ оны да дәлелдеп өйтіп жүргім келмейді, бірақ ішімнен жыным ұстап тұрады ше. Сосын үндемей ғана. И сонда неге жұмыс жасамай жатырсыз? Үйге келем да, сосын жаңағындай билеймін, өлеңімді айтамын, сосын оларда бірақ мен андай қылып кек алатын сияқтымын бір түрлі.
олар маған қанша айғайлап жынданып тұрса, мен күліп әдейі нетіп тұрамын да, олар одан сайын ашуланатын сияқты. Оларды сөйтіп ашуландыратын сияқтымын ше, өзімнің спокойствиеммен бір түрлі немқұрайлы қараған сияқты қылып тұрамын да, и білмеймін енді оларды сөйтіп ашуландыратын сияқтымын. Сізде бар ма этот единомышленники бар ма сізде, Асим ханым? Топ единомышленники. Бар, неше түрлі топтар бар. Бар. Қой топ. Да. Сізге может психологпен жұмыс жасап, анау ішіңіздегінің бәрін айтып шығарып алу керек шығар. Соны кейде бір өзі қазір анау подругам бар, соған ғана айтамын, а былай психологпен жұмыс жасауға қазір бір жағынан ақшамды нетіп жүрмін. И анандай арзан психологқа да барғым келмейді, профессиональныйға барғым келмейді. Ана негізі жай терапия, 6 ай ма өткенмін терапия, 7 ай ма 6 ай ма. Бірақ басында біреумен бастап, одан кейін ол кісімен 3 ай, одан кейін басқасына кетіп қалдым. А так енді терапия да маған ауырлау болды. Сосын пока қоя тұрайын. Өзімді түсінетін адам жоқ та, сосын андай лучше жарайды ішімде ұстайын деймін да, жүре беремін ше. Сіздер сияқты адамдар түсінетін білем, адамдарға айтқым келмейді, потому что бір-екі рет айтқан кезде уже олар айтып қойып басқа біреуге сондай болды да, и содан кейін уже жарайды деп қоя салдым сосын. Жасаған дұрыс деп, сосын дедім да қоя салдым. Асим ханым, сізге ана немене қиын болып тұрады ғой, біреуге айтқыңыз келіп тұрады ғой, сонда диктофонға айтып өшіріп тастау керек деп Анна ханым айтады ғой бізге. Оны я, наверное, пропустила. Да, вот ана сабақ кезінде айтады ғой, жаныңыз ауырып тұрады, қиналып тұрасыз, психологыңыз жоқ, я, подругаңызға айтса, біреуге айтып қояды, сонда диктофонға айтыңыз, өкпеңізді не болды, түгелін айтыңыз да, потом удалите. И все. Сол хорошо помогает. Эльмира ханым, сізде бола ма стресс? Мен өзімде емес, мен енді мектепте мұғалім болғандықтан, менде бір қыздың атасы қайтыс болған, нағашы атасы. Содан бастап ана қызда жаңағыдай стресс пайда болды. Мен ол кезде жаңадан келген мұғалім болғандықтан, ол қыз жаңағы ешкіммен араласамай бастады. Қай сыныпқа ауысса да сол сыныптың оқушылары оны онда бір бөлектеп атқандай көрінді. Кешкісін жаңағыдай көзіме бір нәрсе көрінеді деп айтады енді маған. Бірақ анасы психологты қаламады. Маған керек емес, мен өзім психологпын деп анасы сөйтіп шықты. Әкесі де қайтыс болып кеткен, сондай айтысы бойынша анасының. Бірақ шынымен қайтыс болған ба, или тірі ма, білмеймін, ажырасып кеткен екен да. Ана қызда енді өз-өзіне қол жұмсау пайда бола бастады. КамАЗға қарай секірген көшеде, одан қалса уксус ішем деген. Енді бұның бәрі стресстен пайда болған деп не аламыз енді. Бірақ енді оның анасы бізге не қылмады. Қарсы болды психологқа апаруға. Мен өзім психологпын, маған ешқандай психолог керек емес деп. Сөйлесу барысында ол шынымен жылап қалатын, жаңағыдай атамды сағынам деп, нағашы атасы қайтыс болғандықтан. Кейін сөйтіп жүріп, мүмкін мектеп ауысып көрер деп басқа мектепке ауысып кетті ол оқушы. Сөйтіп, бірақ қазір енді ойланып отырмын да сіздердің сөздеріңізден, сабақтарыңыздан, ол қызда сондай үлкен бір стресс болған ғой деп. Да, стресс болған. Оны біз сөйлесе алмадық та, өйткені мамасы қарсы болғандықтан біз оны қабылдауға не қылдық. Мамасына бірақ үйде мектептегі өтіріктің бәрін айтып барады екен ол оқушы. Анау бүйтіп сөйледі, мынау бүйтіп сөйледі деп. Бізбен сөйлескенді айтпай қой десек те барып айтқан екен, сөйтіп мамасы керек емес маған деп шықты. Енді қазіргі таңда бізде бір мектепте енді не болып жатыр. 2 жас жұбайлар жұмыс істейді. Жас жұбай болғанда 5 жылдан асқан. Екеуі сол мектепте жүріп, енді отбасылық жағдаймен ұрысып қалып, екеуі ажырасып жатыр. Соған енді стресс қой екеуінің екі жақтан да. Мен енді бір рет сөйлестім ол немен, ол жұбайлармен енді.
оған қалай көмек берсек болады? Енді мүмкін менің нем жетпей жатыр ма оларға? Ол кісілер сіздер бірге істегеннен кейін сенбейді ғой. Сіз ол Мүмкін көмек өздеріңіздің таныс екі психологтарыңыздың телефонын беріңіздер. Олар өздерінің ақшасына қарай, өздерінің ұнағанына қарай өздері таңдап алады. Олар сіздермен сөйлеспейді. Біз қасымызда жүрген кісіні қабылдамаймыз ғой, айтпаймыз ғой. Қабылдамаймыз, дұрыс. Вообще сенбейміз, мойындамаймыз даже оны. қабылдайды ғой негізі. Сендердің екеуің де дұрыс емес деп сөйлесем да, бірақ енді бізбен сөйлескісі келмейді де, енді былай тартынады да. Психологсыз сендердікі дұрыс емес деп айтуға болмайды. Ақыл айтпау керек. Ақыл айтпау керек. Конечно, ақыл айтпау керек. Айырылыс, Кінәлап тұрсың. айырылыс. Екеуің де жас болып тұрсыңдар, достас кетесіңдер деп күлемін. Да. Сөйтіп соны қайтып екеуің достастар жетіп болады деп жатқаным ғой. Телефон беріңіз бөтен біреудің, сол біз Негізі асығыс Бөтен шешім біреуіне. қабылдамасын. Асығыс шешім қабылдамасын. Ойланып Міне толғанып осы міндетті түрде. Тамара ханымның телефоны, мына Назигүл ханымның телефондарын, екі ханымның телефонын берсеңіздер болады ғой, банер. Бұл кісілер психолог. Давайте Бөтен кісілерді олар даже онлайн болса да сөйлесіп көреді. отбасымен жұмыс жасаймын. Жұмсасыз ба? Жақсы. Біреуі Назгүлге ханымға. Жақсы, рахмет. Мен автономды оқушылармен ғой. Жаңа подростковый возрасттағы оқушыларымыз бар ғой енді. Қызуғанды болып, мені түсінбейді, мені ата-анам түсінбейді дегендер болады ішінде жаңағыдай. Сол барысында көп білгім келіп отыр да мен. Иә. Сол барысында көбірек білгім келеді да. Кеңес бер ойлайтын тұғым. Қалай мен кеңес беремін, егер мен ол адамның етігін киіп көрген жоқпын деген сияқты ше. Мен оған кеңес, мен оның жолын жүріп өтуім керек деген сияқты ішімне ойлайтын тұғым. И тұрып қалатын тұғым ше. Қалай кеңес айтамын мен де. Психологтарда айтамын кеңес. Сонда мен өзім ойлаймын да, значит мен дұрыс жасағанмын деп ше. Ішімнен біліп тұрмын мен дұрыс жасағанымды, бірақ мен оны айтып түсіндіре алмаймын оларға, потому что мен айтсам бәрібір олар мені түсінбейтінін білемін да. Мен лучше үндемей қаламын ше. И көбісі ойлайды, мынау білмейді деген сияқты ше. Не кеңес беретінін де білмей тұр деген сияқты. Үндемей қоя салам жарайды. Ну білемін мен ішімнен дұрыс тұрғанмын ше, потому что я бүйтіп біреуге бүйтіп ақыл айта салу оңай ғой. Ең оңай нәрсе ақыл айта салу ғой негізі ше. Оңай ақыл айту, ең қиыны күту деп па, сондай бір қазақта да бар ғой сондай сөздер. Каждый мақал бір кітап деп айтады. Мектепте психолог. Мен мектепте психолог болып, бірақ білмеймін. Ол жерде мен білдім, что мен мүлдем білмеймін енді. Күшім жетпеді, рас, жалғыз өзім жетпеді. Күшімнің жетпейтінін білдім да, мен уже шығып кеттім. Ертеректе болған да, Әсем ханым, ертеректе да? Болған, ол кезде мүлдем психологтарды мойындамайтын кез. И білмеймін, каждыйның сөзі маған жаман болып тиіп мынандай нетті да, сосын ішімнен біліп тұрмын, что мен бәрі өзімдікі дұрыс, бірақ мен оны қазір бүйтіп айтсам, жаңағыдай мен өзімді ақтағандай боламын, нетем дедім де, сосын үндемей қоя салатын тұғым. Жаңағыдай айтады ғой, бізді тәуіп сияқты көреді ғой жаңағыдай. Ойбай, не болып қалды, мына бала мұңайып қалды, не болып қалды деп. Сосын біз айтамыз да, енді біз енді тәуіп емеспіз, біз тек автордың диагностикасын аламыз, соның қорытындысын білеміз, сосын беріп айтылады. Ол мүмкін мысалы бір баланың өзіне мысалы 3-4 диагностиканы алу барысында оның точносын білесің да, не болып жатқанын. Сол сияқты біз ана бір баланы әкеледі да, бір сөйлестіреді да, болды, не болып қалыпты оған дейді. Сразу не болыпты да, тәуіп емеспіз ғой. Сөйлейді, ол біріншіде ашылмайды ол бала, екіншіден артынан қуалап барасың, мысалы, ол келмейді мысалы. Жаңағыдай ол қолдағы бар алтынның қадірін білмейміз дегендей. Біреу жүгініп баратын болса, ол тыңдайды ол адамды да. Сол сияқты ол оқушыны біз қолап жүріп аламыз да. Келмесіне қоймай. Кейін барып шын мәнінде өздері түсініп, ол оқушы қайта келе бастайды, рахметін айтып. Қадірін түсіну қиын негізі психологтардың. Біз анау мектептерге барамыз ғой, зорлық зомбылық бойынша программалармен. Сонда олар мектеп психологтарына айтпайтынын біз келеміз да кетіп қаламыз ғой. Сонда қарасаң, кім не айтқысы келеді, кім бөліскісі келеді десең,
прямо очередьке тұрады. Бәрі құпия болады, біз ешкімге айтпаймыз, қазір кетіп қаламыз деп айтамыз ғой. Иә, дұрыс. Даже ана қолдары тіліп саған, байлап алған балалар келеді. Соны даже мектеп психологтарына көрсеткілер келмейді ғой, потому что қорқады, ана мұғалімге айтып қояды, директорге айтып қояды деп. Иә. Соны сіздер бәрібір сынып жетекшіге айтасыздар ғой дейді ғой. Енді айтсайын не болды десең, сіз бәрібір сынып жетекшіге айтасыз, сынып жетекші сізден сұрайды деп отырады ғой. Кейін енді айтасың ғой, енді Сондай бір сенімді орта тудыру керек сол жерде бар ғой. Сол жерде ол бала сізге 100% сене алатындай сенімді орта тудыру керек, чтобы сіз конфиденциально ол ешкімге айтпайтындығыңызды ол бала сену керек те сізге. Сіз сіз менің жұмысымда ең бірінші құпиялық. Мен сенімен болған әңгімені екеуміздің арамыздағы ешкімге айтпаймын. Сонда ол бала сізге ашылады ақырын. Шында да айтпауымыз керек болады содан. Құпиялылық қағидасы да. Бізде айтады анализде құпиялылық қағидасы деп айтады оны. Иә. Құпиялылық қағидасы сақталады. Және бір ауыз андай. Мына бала болсын, үлкен адам болсын, сізге проблема айта бастады. Қойшы, онда тұрған не бар деген сөз, ол құнсыздандырмай, саған қиын ғой, иә түсінемін, саған өте қиын болып жүр, иә, қайтсек екен, қалай саған көмек бере аламын, мен саған қандай көмек бере аламын деп, адамға мейлінше соны тыңдауға тырыссақ, біз оны сонымен ақ оны стресстен шығарып алады екенбіз ғой, сол қолдауымызбен, тыңдауымызбен ғана. Біз оған керісінше, өй стресс менде де болған, ештеңе етпейді, жүре сал бар, как мен далада жүріп кел бар, сол нормально болып кетесің, болды, все, ана тыңдай сал деп. Ол керісінше оны тыңдамайды екен. Біз керісінше соны отырып, бір-екі айтып тыңдап, иә, мен саған қиын екенін түсініп тұрмын, өйткені менің де басымнан өткен. Иә, өте қиын деп, өкінішті ақ деп осылай түсіну, біз онымен бірге бір волнада болуымыз керек екен. Сенімділік. Ол бала болсын, үлкен адам болсын, сенімділікке. Олға тем более үлкен адам болып көрген жоқ. Иә, қазір, енді басында енді қазір үйрене бастады бәрі. Апай деп өздері ес қағып жүретін болған ғой. Басында өте қиын болды, былтырлары өте қиын болды да. Енді декреттен шыққаннан кейін өте қиын болды. Қанша уақыт қабылдайсыз? Баланы қанша уақыт қабылдайсыз келгенде? Бір сабаққа жібереді ғой, 40 минут, 45 минутқа сөйлесіп, сөйтіп отырамыз. Ол уже ары қарай ішіндегі сырын ақтарамаса, ол уақытта екінші сабақта қосып аламыз, сынып жетекшіден сұрап. Содан кейін барып уже 2-3 кеңестен кейін бала түзеліп қалады кәдімгідей. Бірінші кезде шошынып келеді, шынымен де. Кейін уже сөйлесу барысында 2 сағат отырады. Енді 3 сағат отырмаған, сол 1,5-2 сағат отырады. 2 сабақ сұрап аламыз. Бізде бола берсін, отыра берсін, өз-өзіне кебасын деп. Оқушылар бір-бірімен ұрысып қалады, сондай ғой, енді бөлісу. Иә. Әлеуметтік жағдайы деген сияқты. Кейін басылып, неғылады, жақсы болып қалады 2-3-тен кейін өздері рахмет айтып, саламатсыз ба деп көрген жерде. Жақсы да, жан бөліседі, ішіндегі жан шығарады. Вообще керек да балаларға, қай-қайсысына да керек балаларға. Тамара ханым, Аружан ханым кірді. Иә, мен көрдім, енді кім, Аружан ханым, айтсын енді Аружан ханым. Өңіңізді көрсетіңіз. Өзіңізді таныстырып беріңіз бірінші, таныстырып. Звук. Ой, кешір қандар. Звук қосаттың ғой. Есім Аружан Мұхитқызы, практик психологпын, психоанализ бағытында психолог, мектепте қазір жасап жатырмын осы таңда. Және Тамара ханыммен, Назигүл ханыммен осылай 6 айдан асты вебинарды осылай өткізіп жүрміз. Әртүрлі тақырыпта Мақпал ханым бірнеше вебинарға қатысты. Бүгінгі мен тақырыбым зорлық-зомбылықты қалай тоқтатуға болады деген тақырыптағым. Мүмкін болса Тамара ханым жаңа слайдты қоссаңыз болады. Мен сізге разрешение берейін. Разрешение. Мен разрешение бергенде телефонмен қосамайды екем да? Сіз маған жіберіңізші, қазір мен неге лақтыра қояйын оны? Телеграмға лақтыра қояйын. Жекеңізге жіберейін ба? Жекеме жібере қойыңыз. Хорошо. Как раз мектеп психолог келді, әне. Сұрап алдым. Иә, зорлық-зомбылық жайлы жаңа нелер алғанбыз, сауалнама, жасырын сауалнамалар.
сөйтіп Мгм. бәрін жазып неғып берген алдыңғы аптада. Сіз маған Бізде ондай жібердіңіз бе? қорқынышты жоқ мектебімізде. Диагностика қорытындылау барысында сауалнама. Бізде айтады да, диагностика алынғанда сауалнама алмаңдар дейді. Тек диагностика алыңдар дейді. Жаңағыдай айзенг деген сияқты. Ал зорлық зомбылықта мысалы сауалнама ғой. Иә. Оны қалай қай нені алсақ болады оған? Қай автордың диагностикасын алсақ болады сонда ол жерде? қазір айтады. Қазір мен Сұрақ маған қойып жатсыз ба? қазір шығарамын. Так. Қайталап жібересіз ба? Мен ал нені жіберіп жатып сәл көңілім басқаша қалып кетті. Бізде жаңағы Гаранодан жоспар жазылған кезде сауалнама деп алмаңдар ешқандай дейді. Тек диагностика барысында алыңдар дейді. Жаңа Айзен, Кандош, жаңағыдай Бассадарки деген сияқты. Ал енді осы айда мысалы зорлық зомбылық жоспарында сауалнама алынсын делінген. Жасырын сауалнама ше, анонимді. Енді ол жерде мысалы сауалнама болып кетеді да, оның несі жоқ қой, диагностикасы, ондай автордың несі жоқ қой деп жатқанымыз зорлық зомбылық жайлы. Әлде бар ма, біз білмейтін. Диагностика ма? Зорлық зомбылыққа жоқ, в основном сауалнама алады ғой. Сауалнама. Бізден тек автордың бағдарламасымен ғана жұмыс жасаңдар дейді да. Сендер мысалы ондай алуға не істемейсіңдер. Сендер ертең қалай, неге жүгініп алдың бұны деген кезде сендер міне осы мысалы Айзенктің профессор, мысалы ғалым Айзенг әдістемесімен алынып тұр. Қорытындысы міне кілті осындай деп көрсететін дейді. Ал сендер сауалнаманы кімге жүгініп аласыңдар дейді да. Қандай авторға дейді. Авторы болу керек деп жатыр ма? Негізі жаңа зорлық зомбылық анонимді алынатын сауалнама ол балаларға қауіпсіздікті беретін не ғой, ал ол жерден диагностикалық әдістеме емес қой ол. Білмеймін, бұл жерде жаңа сізден сұрап жатқан адамдар не сұрап жатыр ал. Тек автормен ғана жұмыс жасаңдар дейді да енді. Қалай білдің оны, не нәтиже шықты деп не қылған кезде, қорытындысын шыққан кезде авторын уже білетін болыңдар дейді да. Осының автормен жұмыс жасап жатырмын мен. Міне кілті деп, міне кілті болады мысалы, нұсқаулық кілті соны. Ал енді сауалнамада осындай, осы балада осындай қиындық туып жатыр десек, оны қақтан білдің деп жатыр. Автор жоқ ода. Жұмысты қиындату десеңші. Сіз не мемлекеттік мектепте жұмыс істейсіз ба? Жоқ, жеке. Жеке мектепте ма? Жоқ, біз жеке мектепте емес, жалпы Гаранодан келеді ғой енді бізге сұраныс па? Сұрағыңыз сомен. Сонымен енді диагностика тек автормен жұмыс жасау керек па, сауалнама қосып ала беруге бола ма деп. Маған берсеңіз, егер мен Гаранода отырсам, айтатын едім, екеуін де ала берші деп. Но енді сізден көрдіңіз, Гарано басқа нәрсе сұрап отыр ғой. Енді ол кісілердің сұранысы бұл жерде не бұл? Астарында бір нәрсе бар ғой. Өздеріңе қиындық. Иә, еще жекеменшік мектептерді қазір көп тексеріп жатыр ғой, ол да нәрсе болуы мүмкін да. Жоқ, барлық неде ГОСта да бәрінде алды ғой, сауалнама алынды, жасырын сауалнама. Тағы да бір сондай сауалнамалар бар ғой, есіме шығып тұр. Соны енді сауалнама алынбасын деп жатыр еді. Тек жаңағыдай не алыңдар дейді. Автормен, авторның бағдарламасымен жүріңдер деп жатыр. Әдістемесімен. Ләжі болса, өйткені ертең сендер осы балада мынандай туды, біз осыны анықтадық деген кезде, сендер өздеріңе қиын болып қалмасын деп жатыр да. Хорошо. Жақсы, Гүлмира ханым, сізге сұрағыңызға енді ол Гараномен шешіп алатын сұрағыңыз секілді. Сол кісілердің сұранысы болып тұр ғой. Мен тақырыбын жалғастырсам, зорлық зомбылықты қалай тоқтатуға болады деген тақырыпты алдым мен. Бұл тақырыпты алу себебім, бұл тақырып негізі мен өскен қоғамда да болды, алдыма келген клиенттерде де болды зорлық зомбылық. Жаңағы қазір зорлық зомбылықтың түріне тоқталамыз ғой. Сол себептен осы тақырыпты алдым. Өйткені мен ойлаймын, зорлық зомбылықтың алдын алу, оны тоқтату не үшін болмай жатыр? Себебі білмегендіктен, что ол нәрсе зорлық зомбылық екенін. Сондықтан бұл тақырыпты алдым мен бүгін. Өзімнің де жеке қызығушылығыммен және алдыма келген клиенттердің, басқа да сөйлескен қаншама таныстарым, достарым болсын. Жалпы мынау историяларды көп естіп жатамыз, содан мен осы тақырыпты алдым. Мен үшін өте актуалды тақырып.
Сондықтан мен бүгін осы тақырыпты барынша енді ашуға тырысамын. Қаншалықты енді көреміз, өйткені бұл өте ауқымды тақырып. Мен бүгін оны 1,5 сағатта аша алмауым мүмкін, бірақ бастысы бүгінгі менің мақсатым аз да болсын бір баста түсінік қалыптасуда. Жаңағыдай мына жерде 6 адам отырсақ, 6 адам өзін тағы да бір 6 адамын айтса, значит бір 12 адам ол туралы білсе, оның өзі жетістік деп ойлаймын. Ең бірінші мен біраз кішкене теорияларға тоқталып кетейін. Жалпы денсаулық сақтау ұйымы бойынша зорлық-зомбылықты анықтамасын былай берген. Бұл мақсатты түрде физикалық күш көрсету немесе өзінің билігін қолдану және соны қолдана отырып оған қорқыныш, оның басты ұстау ерік-жігерін тоқтату деген анықтама берген. Яғни бұл мақсатты жоспарлы түрде жасалатын әрекет деп денсаулық сақтау ұйымы бойынша зорлық-зомбылықтың анықтамасын осылай берген. Және осы жалпы зорлық-зомбылықтың мақсаты не? Ол адамның ерік-жігерін тұра алу, қарсы тұра алу, қауіпсіздігін қамтамасыз ете алу деген ішкі мынау инстинкт болады, соған сол бір ерік-жігерін сындыру. Екіншісі адамды басқару. Үшінші бір мақсатқа кіретіні ол адамды игеру. Оның айтқанындай жүру мүмкін, енді себеп көп қой. Насильниктің, зорлықшының жасайтын әрекеті. Осы зорлық-зомбылықтың статистикаға тоқталатын болсақ, Так, қазір шығатын шығар. Жалғастыра беріңіз. Жалпы осы зорлық-зомбылықтың статистикасына тоқталсам, 15 пен 45 жас аралығындағы адамдар соңында зорлық-зомбылықтың соңы өліммен аяқталған. Сонда әлем бойынша 1 минутына 1,600,000 адам осы зорлық-зомбылықтың әсерінен қайтыс болып отырған. Және көбінде именно осындай зорлық-зомбылықты өзінің енді әйелдер тарапына оның бұрынғы күйеуі немесе қазіргі күйеуі немесе бір жүріп жүрген, сөйлесіп жүрген жігіті жасаған екен. Ең көбі осы әлем бойынша, жер шары бойынша көбінде әйелдер сексуалды зорлық-зомбылықпен зардап шегіп отыр екен. Енді осы зорлық-зомбылықтың нәтижесіне тоқталып өтейін. Көбінде нәтижесінде мына аурухананы үнемі қаралып отыру керек болады нәтижесінде. Және бұл физикалық және психологиялық зорлық-зомбылық түбінде адамның дұрыс, сау өмір сүруіне бәрібір өзіндік кедергісін келтіреді. Одан да бөлек оның экономикалық және қоғамдық дамуына да өзіндік әсерін тигізеді. Яғни жалпы адамды Зейіл ханым, значит, кімнен болып тұр ғой, да? Аружан ханымнан қазір шығатын шығар қазір. Да. Тамаша айтып жатыр. Иә. Масқара, не болды өзі? Тамаша Шығып кеттім ғой. айтып кетесің, наверное. Бүгінгі мен дауысым естіліп тұр ма, Тамара ханым? Да, естіліп тұр. Естіліп тұр. Жақсы. Келесі неге тоқталсам, осы зорлық-зомбылықтың түрлеріне. Алғашқы түрі ол физикалық зорлық-зомбылық, екінші сексуалды, үшінші психологиялық, төртінші экономикалық зорлық-зомбылық түрлеріне бүгін тоқталатын боламыз. Алғашқысы жалпы физикалық зорлық-зомбылық дегеніміз не ол? Физикалық зорлық-зомбылық өзі аты айтып тұрғандай адамның денесіне зақым тигізу. Ұру, соғу, көгеру қалдыру мүмкін, мынау бір денеде жыртылу, мынау неден кейін именно физикалық зорлық-зомбылықтан кейін мына денеде жаралардың қалып қалу, шрамдардың қалып қалу, осы зорлық-зомбылықтың негізгі белгілері, яғни тікелей денеде көрініс береді. Мынау жаңа суреттер бір-екі.
Одан кейін психикалық зорлық зомбылық бұл адамға шантаж жасау, үнемі оны контрольда ұстау, қорқыту, оның психикалық денсаулығына зиян келтіру, айыптау, кінәлау, критика жасау, осының бәрі психикалық зорлық зомбылыққа кіреді. Психикалық зорлық зомбылық ол үнемі адамды қорқыта беру, контроль жасай беру, тағы осы секілді. Ал сексуалды зорлық зомбылық адамның өзінің қалауынсыз зорлық жасай отырып, сол әрекетті жасау, қорқытып, алдап немесе жас қыздар айтып жатады ғой, мен алданып қалдым, маған үйленем деп айтты деген сияқты. Соның өзі ол сексуалды зорлық зомбылыққа кіреді. Және сексуалды зорлық зомбылық ол адамның өзінің рұқсатынсыз оның денесіне қол тигізудің өзі сол зорлық зомбылықтың ішіне кіреді. Финанстық зорлық зомбылық бұл материалды қысым. Оның жалпы ақшасы қайда кетіп жатыр, қалай алып жатыр, неге, үнемі сондай сұрақтар, үнемі оны қысу, оның расходын, доходын бәрін қарап бақылап отыру, осының бәрі финансовый зорлық зомбылыққа кіреді. Тікелей ақшаға, материалдыға қатыстының бәрі. Енді осы үш циклға тоқталып өтейін. Ең бірінші зорлық зомбылық болған кезде біріншісі напряженность болады. Бұл кезде құрбан өзін андай сезінеді да, бір пышақтың ұшында жүргендей. Яғни пышақтың ұшында жүрсең, сен әрдайым бір кесіліп кету нең вероятность жоғарырақ. Ол үнемі өзін солай сезінеді. Бұл бірінші этап кезінде. И өзін үнемі подавленно сезінеді. Іште үнемі уайым, үрей, қорқыныш сезімдері болады. И өзгелермен қарым-қатынасқа түсу максимально минимумға түседі. Екінші фазасы бұл уже жарылу фазасы. Бұл кезде уже жаңа агрессор айқай шу шығару мүмкін, ұру, соғу, критика айту кездері уже болады. Бұл кезде құрбан өзін сондай қорқынышты сезінеді, прям ең максимально ужасно сезінуі мүмкін. Және зорлықшы қорқытуы мүмкін. Егер басқа біреуге айтатын болса, бұдан да сорақысын жасаймын деген секілді. Үшінші цикл бұл агрессор енді бір өзінің кінәсін түсінгендей болады да. Мені кешір, мен енді бұндай жасамаймын, мен білмей қалдым, енді ашуландым ғой сол кезде. Мен ол кезде енді білмей қалдым ғой, білесің ғой мен қандай адам екенімді сен деген секілді бір өзінің кешірімін сұрап, оған үнемі андай үміт береді. Мен енді өзгеремін, менде бәрі жақсы болады, енді өйтіп істемеймін саған, қайталанбайды бұндай нәрселер, білесің ғой деп жылап, соңғы сөзін, өлердегі сөзін айтады. Сөйтіп оның сеніміне кіреді, қайта мүмкіндік беруін сұрайды. И осылай бір цикл жалғаса береді да. Сонда ары қарай жүре береді. И вообще бұндай кезде көмек сұрау керек негізі. Бірінші көмек сұрағаннан кейін негізі бұл симптомдары жалпы стресс уже көрініс беріп бастайды ғой. И бірінші адамның әрекеті что түсіну керек та, что бұл болды өзгермейді, бұл осылай жасайды. И өзін құтқаруға амал ету керек. В любом случае. И соңында осы нәрседен құтылғаннан кейін міндетті түрде психологқа бару. Жаңа енді әртүрлі зорлық зомбылық болуы мүмкін ғой, бұл сексуалды, физикалық, психологиялық. Бірақ уже болды соңына келдім дегенде адам, кез келген адамнан өзі сене алатын адамға барып көмек сұрау керек міндетті түрде. Енді давайте біз бәріміз өзіміз тексеріп көрейік. Біздің жақын адамдарымыз бізге зорлық зомбылық жасай ма, жасамай ма? Егер мынау қазір мен оқығандардың ішінен сіз бір иә болса, значит ойлану керек. Егер сіздің бүкіл уақытыңызды сіздің жақсы көретін адамыңыз бақылауда ұстайтын болса. Екіншісі, өзінің сәтсіздіктеріне,
қателіктеріне үнемі сізді кінәлайтын болса, вот сен болмағанда, сол жерде сен айтпағанда деген секілді. Сосын сізді өзіңіздің ата-анаңызбен араласуға немесе досыңызбен араласуға тыйым салатын болса, араласпайсың болды деп миллион причин тауып беруі мүмкін. Одан кейінгі тағы егер иә дейтін болсаңыз, мына жерде ол сізді үнемі үйде отыру керексің сен, міндеттісің солай, әйелсің сен, сол жерде отыру керексің деген секілді міндеттемелерді без основания қоятын болса, үнемі сіздің бір кез келген қателігіңізге, кез келген мелочқа сізді сынайтын болса, мінейтін болса, и өзім ашуы көтеріліп кетеді. В основном былай ғой, арақ ішіп, ішімдік ішіп, немесе бір наркотикалық бұйымдарды қолданған кезде бірден ашуға түсіп, бәрін жасайтын болса, бұл кезде тоже ойлану керек. Сосын сіздің кірісіңізді, шығысыңызды үнемі бақылауда ұстап отыратын болса, бүкіл мына 5 тиын айдың 1 теңгесіне дейін сізді қарап, қайда құрттың, неге құрттың дейтін болса, и сіздің телефоныңызды үнемі тексеріп, кіммен сөйлестің, қалай сөйлестің, неге сөйлестің деп тексеріп сұрай беретін болса, және басқа адамдардың көзінде сізді бір мазақ етіп, күліп отырса, және сіздің құндылықтарыңызды, сезімдеріңізді бұзатын болса, бір байқаусызда мүмкін сізді түртіп, ұрып, немесе бір тістеп, или сізді немесе балаларыңызды солай жасайтын болса, және сіздің еркіңізден тыс сізге сексуалды зорлық-зомбылық жасаған болса, сіздің еркіңізден тыс енді сізге қарай сондай интимный отношениеға шақырған болса, и сізге және сіздің жақсы көретін үй жануарыңыз, мысық немесе ит деген секілді соған қандай да бір боль, ауырлық алып келген болса, сізді қорқытқан болса, сізді тағы да бұдан да қатты больно жасаймын егер тыныш жүрмесең или айтқанын тыңдамасаң деген секілді. Және тағы бір нәрсе, сізді ұрып тастаймын немесе балаларымды ұрып тастаймын деп қорқытқан болса, и немесе соңғысы вообще қару жарақ, мынау суық қару дейді ғой, соны қолданып сізді қорқытқан болса, бұл жерде сіз ойлану керексіз. Егер сізде бір иә болсына, ол жақыныңызбен ойлану керек, қарым-қатынасқа бір шолу жасау керек, значит. Жалпы осы зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамдардың жалпы мінез құлқына бір-екі тоқталып өттім. Бірінші, ол өте төмен өзін өзі бағалау болады. Болды, ол уже өзін жіберіп тастайды, ойлайды, что все, менімен бәрі бітті деп. Сосын мынау зорлық-зомбылыққа қатысты бьет, значит, любит деген сияқтана бір мифтар бар ғой, соған сенеді. Значит, солай болу керек екен ғой деп ше. Сосын бір андай өте бір дәстүрлі отбасыдан шығып, сол жерде әйелдің орны мұнда, қоғамда әйелдің орны мына жерде, немесе отбасыда әйелдің орны екінші орында деген сияқты бір сондай бір дәстүрлі нәрселерге сенеді. Уже болды, соған ғана сенеді да, басқа нәрсені көрмейді. Соны ренжіткен адамды, агрессорды әрекетіне, сөзіне өзіне жауапкершілік алады. Блин, мен негізі сол жерде анау үндемей қойғанымда ол маған ұрмайтын еді, или мен мына жерде ана кездесуге бармағанымда сол жерде ол маған өйтіп істемейтін еді деген секілді өзіне мың сан түрлі ақтаулар айтады. Және үнемі өзін кінәлі сезінеді, өзінің ашуын жоққа шығарады, жаңағы агрессорға, зорлықшыға қатысты. Оның бәрін жоққа шығарып, өзім кінәлімін деп айтады. Және стрессоустойчивость дейді ғой, стресске төзімділік өте төмен, на ноль түсіп кетеді, и уже психосоматикалық аурулар сыртқа шығып бастайды. Есікті ұрып, мен уже сыймай жатырмын деп. Және через сексуалды қарым-қатынас арқылы мен қандай да бір жалпы осы обстоятельстваны орнықты аламын, тыныштандыра аламын, тұрақталата аламын деп ойлайды. Бұл да бір уже жаңағы насилияны көрген, зорлық-зомбылықты көрген адамдардың бір белгісі.
сосын олда уже үміт үзіледі, ол ойлайды, что бұл зорлық зомбылыққа қатысты менің отбасымда ешкім көмектесе алмайды, бұл нәрсе шешілмейді деп ойлайды. Все, уже үмітін үзіп тастайды. Бірнеше миф және факттарға тоқталып өтсем зорлық зомбылыққа қатысты. Бірінші миф ол бізде сөзбен немесе эмоционалды кемсіту адам денсаулығына зиян емес деген. Ауыр сөздер айта салу, күле салу, сынды бүйтіп ляп етіп айта салу, на самом деле ол арасында пайдалы дейтін, бұл негізі миф. Ал фактқа келсек, бұл сөзбен немесе эмоционалды кемсіту көбінде стресстік күйді тудырады және ұзақ уақытқа іштегі уайымды тудырып, оны психосоматикалық ауруларға алып келеді. Мысалға псориаз, язва, астма, гипертония, гинекологиялық ауруларға және одан да басқа. Вот в основном бізде әйел кісілерде андай қазір көп қой негізі, именно Қазақстанда женские болезни деп ше, заболевания. Миома бар, там киста, прям бәрі, опущение матки, вот тоқталып өтсек болады тоже оған. Және екінші миф ол біздің сөзбен және эмоционалды кемсіту ол физикалық ұру сияқты емес деп ақтайды. Бұл миф. Ал егер фактқа келетін болсақ, сөзбен эмоционалды кемсіту ол адамның негізгі сезімдерін жоққа шығару ғой. Және оның сол ауырып тұрған жеріне бүйтіп барып шеге қадағанмен бірдей да, или сол жараланып тұрған жеріне барып пышақ қадаған сияқты. И на самом деле сөзбен де эмоционалды да кемсіту ол дәл мынау адамның денесіне зақым тигенмен бірдей. Екеуінің мынау артығырақ, мынау кемірек деп айта алмаймыз, екеуінің удары бірдей тиеді. Ол осы именно сөзбен және эмоционалды кемсіту адамның өзінің тұлға екенін сезінуге, мен лайықтымын, мен құндымын деген сезімдерін төмендетіп тастайды. Ол уже өзін ойлайды, что мен лайықты емеспін, мен уже все, соңғы конченый адам ойлауына бәрібір себеп болады. Біз тоқталатын үшінші миф ол жалпы бізде күшті ғой үйреніп қаламыз ғой қазақтардан, ымырсыпайды, ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды, мына ер мен әйелдің арасына есі кеткен түседі деп ше. Сосын не болыпты, ата-ана балаға ұрысса, бізде мен көп байқаймын, автобуста ата-ана балаға ұрысып жатса, мына жақтан ересек тағы бір адам қосылып, ол баланы андай төмендетіп, не қазір не қылмасаң, мамаң тыңдамасаң алып кетемін үйде деп ше. Андай, бұл да бір негізі миф. На самом деле это миф. Андай, енді бір арада конфликттің шекарасы бар да, бірақ біздегі бір қоғамдағы көріп отырсыздар ғой, мынау бытовое насилие деген шегіне жеттік қой негізі. Ал на самом деле факт то, что конфликт, үйдегі ұрыс, айқай адамның арасын алшақтатып жіберетін нәрсе. Әрине енді бұл жаңағыдай бір-бірін түсінбей қалудан басқасын есептемегенде, дұрыс конфликтті есептемегенде, конечно. Және дәл солай бұл арадағы жаңағыдай ұрыс деп қана айта саламыз ғой, негізі ұрыстың артында жаңағы психологиялық зорлық зомбылық та болады, физикалық та болады, түртіп жүреді, ұрып жібереді, айқайлаған кезде ер мен әйелі бір-бірін, немесе ата-ана баламен конфликтке түскенде де уже соңғы сөздерін айтып кетеді, как будто бір-бірін көрмейтін сияқты. Соңғы көрініс сол сияқты. На самом деле ол да адамды төмендету, кемсіту, мынау болады, игнор жасау, изоляция жасап тастау, ол да вот ссора конфликттің ішінде болатын бір побочный эффект. Бетінен ұрып жіберу, немесе түртіп жіберу, соңында бұл негізі суицидке алып келуі мүмкін да. Төртінші миф біз тоқталатын бұл сөздік және эмоционалды жазалау адамның тұлға болып қалыптасуына еш әсер етпейді деген. Ничего, ана айтады ғой, бізде таяқ жеп өстік, өлген жоқпыз ғой деп айтатын. Адам болып өстік, ничего, мен папаммен ұрған, мен міне еркек болып өстім деп айтатын. Ал на самом деле фактқа келетін болсақ, бұндай атмосфера тура солай психологиялық эмоционалды травма алып келеді.
адамның өзін өзі құрметтеу деген сезімін бүйтіп на нулю түсіріп тастайды ғой. Болды, мен өзім құрметтеу деген қайда, білмеймін, бір жерде қалып кетті когда-то деген. Сол үшін основном енді бізде бір жазалау деген тәрбиеде қатар жүретін нәрсе ғой, бірақ жазалаудың бір шегі бар ғой негізі. Балаға оған дейін ескерту беріледі. Мысалы, ер мен әйелде бір-бірінен жазалап атады, үндемей, изоляциямен, игнормен, унижениемен деген сияқты. Бірақ баламен де қарым қатынас солай. Бірақ оған дейінгі әрекеттері ескерілмей қалып жатыр да бізде. Ол өзі ғой, мен тыңдамай қалған. Бірақ оған ескерту беру керексің да. 3 рет ескерту, жұмыста да солай ғой. Жұмыстан шығаратын алдында саған 3 рет ескерту береді, 4-сінде айтады, вот заявление жазасың, сені увольнениеге жібердік деген сияқты. Сол сияқты жазада бір андай приемлемый, миға қонатын жаза болу да. Сондықтан факт то, что сөзбен және эмоционалды жазалау, ол да адамның өзін құрметтеу, өзін адам сезіну дегеннің на нулю түсіріп тастайтын әрекет. Және міне соңғы 2 мифке тоқталып өтейін. Мынау не дейді, зорлық-зомбылықты көрген адам всегда солай құрбан болып қалады деген нәрсе. Олай емес. Егер сол зорлықты көрген адам маманнан консультация алып, және өзінің норма стандартты өміріне оралып, сол зорлық-зомбылықты үздім десе өзіне, и дәл қазір осы ситуацияда ол сондай зорлық-зомбылықта өмір сүрмесе, ол адам дәл шош өмір сүре алады. Яғни дәл қазір осы жерде ол өзіне қауіпсіз өмір қамтамасыз ете алса болды. Бастысы өзі мынау бейсанамен қалып қалған архивтерді тазалап алса, маманмен отырып, және өзі таңдаса, шешім шығарса, вполне адам олай құрбан емес болып өмір сүруіне болады. 6-шы миф бізде анау қыздар өзі қысқа киіп алған, сол үшін оларды зорлаған деп бір жүр ғой көп адамдар. Әйелдер өзі былай негізі құпия түрде қалайды, оларды зорлағанын, олар сөйтіп соблазнить етеді, қысқа киеді ғой солай деп ше. Бұл миф. Ешқандай тірі жанды, ешқандай тірі жан вообще зорлық көруге міндетті емес. Ол сау, қауіпсіз, бақытты өмірді көруге толық құқысы бар. Сондықтан бұл да миф. Ол өзі тартты, өзі сөйтті деген. Жалпы осы менде бүгінге ақпарат. Біраз жарты сағатқа істедім. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса мархабат. Рахмет. Так. Тамара ханым, нешеге дейін болып едік? Мен негізі 2 сағат, бірақ 2 сағат жарым деп алдым мені зумды. Сағат жарым деп, бізде еще не бар? Медитация, да? Медитация үлгермей қалдыңыз ғой, оны мен может чатқа жіберемін, өздігімізден істеуге, да? Өзіме еще запись жасағым келіп тұр ғой, мына запись ше, әлде жасамай ақ қояйын ба записьті? Керек жоқ па? Запись керек. Запись жасаңыз, өте тақырып керемет, актуалды сондай керемет тұрып отыр. Керек, өйткені кейбіреулер сұрайды кейде. Өте керемет тақырып. Сұрайды кей уақытта, онда бола берсін. Неткен кеспейсіздер ғой онда, мектеп басында екеуміз сөйлестік қой. Иә. Оны алған жоқпын оларды. Оны мен уже тақырып бастаған кезде барып жаздым. Оны үйде жазған жоқпын ол жерде. Так, не істейміз? Үлкен рахмет, Аружан ханым, ауқымды тақырып екен, прямо ойландырып тұрды Аружан ханым тақырыбы. Иә, ойланып, прямо қатты тыңдап қалдым менде. Мен де қатты тыңдадым. Өте пайдалы да осы тақырыптар, біліп жүресіңіз. Бұны тағы да қайталап өткізуге болады. Стресстен, зорлықта. Иә. Еще осы тақырыптар. Назигүл ханым, бастай бересіз бе? Иә, қостайсыз ба? Так, сіздікі қазір қандай еді? Аты мен қазір тауып алайын. Мен оны аштым ғой негізі жаңа. Вот, таптым все. Так, поделиться. Вот, шықты ғой, ә? Шықты, рахмет. Келесін ашып берсең. Келесін? Қазір мен келесін ашып берсем бе? Иә. Мен қайырлы күн әріптестер, мен неге бұл суицид туралы адамның өз-өзіне
қол жұмсау туралы тақырыпты алдым. Клиенттер қабылдап жүргеннен кейін аяққы кезде осындай клиенттер балалар арасында, жастар арасында және үлкен ер адам, әйел арасында өте көп кездесіп жатыр. Содан кейін соны біліп жүру үшін қандай белгілері болады, соны қысқаша айтып кетейін деп ойладым, иә. Суицид, мысал үшін, жастар арасында дейді 2-ші орында. Қазақстанда күніне 10 шақты кісі осындай өз-өзіне қол жұмсауды мен қол жұмсайын деген ойда болады екен. Тіпті мен өзім де бірлес осы жұмысқа кетіп бара жатып, біздің мостан секіргелі тұрған бір қызды құтқарып қалғаным бар. Енді осы қандай жағдайда болады? Бұл енді аутоагрессия, өз-өзіне зиян келтіру, өзіне бағытталған қастандық. Менталды тұрғыда ол өзін кінәлі сезіну, физикалық тұрғыда өз-өзіне қол жұмсау. Өз-өзіне қол жұмсау және анорексия деп айтамыз. Содан кейін кейде баладар денесін тіліп тастап жатады, аутоагрессия деген, пока тұра берсін, Тамара ханым, өзім айтамын. Хорошо. Деген латын тілінен аударғанда адамның өз-өзіне шабуыл жасау деген мағынаны білдіреді екен. Бұл ең қауіптісі суицид және нашақорлық және маскүнемдік. Бала кезінен бастап қорлық көріп өскен бала, қолдау көрмеген, әке-шешесі көңіл бөлмеген балада ағзасында дофамин, бақыт, қуаныш гормоны аз бөлінеді екен. Содан кейін сол себептен ол оны сырттан іздей бастайды, есірткі, арақ жеді, содан кейін ойын құмар болып кетеді. Енді аутоагрессия әрекеті не себепті болады? Мысалы үшін, неге осындай қалай айтады? Осындай жағдайға барады. Баладар, мысалы үшін, дұрыс тәрбие көрмегендіктен, ата-анасынан махаббат ала алмағандықтан, үнемі қорлықта, унижениеда өскен баладар осындай аутоагрессияға бейім болады екен. Тіпті болмаса кейде ата-аналары, мысалы үшін, балаға бір үлкен жоғары осындай талап қояды, сен 5 оқуың керек, не болмаса бір кішкентай конкурстарда сенің жеңіп шығуың керек деген сияқты. Сондай жағдайда істей алмай жатса, елдің, жұрттың баласымен салыстырып, мысалы үшін, содан кейін баланы сенің қолынан ештеңке келмейді, сен бір ештеңкеге ыңғайың жоқ деп намысына тию. Сондай жағдайда болады екен. Содан кейін бала, мысалы үшін, соның ата-анасына ренжіп жүреді, ішінде бар жиналып қалады. Содан оны далаға шығармағандықтан осындай аутоагрессиялық әрекеттерге барады екен. Енді бұның себебі жаны қатты ауруы, күйзеліске түсуі, өзін дәрменсіз сезіну, ең соңғы жаман деңгейі баланың суицидқа бару екен. Қазір, мысалы үшін, баладардың арасында осындай жағдайлар аяқ кезде өте көп кездесіп жатыр. Ал жасөспірімдер суицидқа барғанда демонстративті түрде барады екен. Олар ойлайды екен, мен ата-анамды өзіме қаратам, назарын маған қаратам, содан кейін олар мені
құтқарып қалады деген ойда болады екен. Ол өмірден былай өтіп кетейін, өліп қалайын деп ойламайды екен. Осы жан айқайын былай сездіру үшін, көрсету үшін барады екен, жеткізу үшін. Енді мысал үшін бұны асқындыратын стресстік жағдай, кейде адамдардың жақыннан айырылып қалуы, содан кейін бір жұмысынан айырылып қалуы, өзін отбасында қолдау көрмеуі, не болмаса бір ұжымда ұрсысып келіспеушілік, сондай кезде тоже осындай жағдайларға барады екен, суицидқа. Содан кейін аутоагрессия ашық түрде болады екен, жанамалы түрде, бейсаналы, жанамалы, ашық түрде, мысалы үшін суицид жасайды, ал жанамалы түрі маскүнемдік, нашақорлық, тамақты көп жеу, темекі шегу, содан кейін машинды қатты айдау, шектен шық жұмысбастылық, бір адамдар жұмыс істеп кетеді ғой, кейде баладардың шеттен тыс ұйықтай беруі. Содан кейін бір өз-өзіне сенімсіз адамдар, ұялып, өзінің сезімін айта алмай жүрген адамдар да аутоагрессияға ұшырайды екен. Бұны мысал үшін мен өзім жамамын, өзімнің қолымнан ештеңе келмейді, соны деген ойда болады екен, соны біліп қояды деген ұялғандықтан осындай нәрсеге барады екен. Және де енді осы суицид туралы айтып жатырмыз ғой, бұның келгенде қарап отырсаң, клиенттердің көбі уже дайындалып жүрір. Содан кейін және де бұл ашық түрде уже 70% қалжың түрінде болса да, не болмаса шында да мен осындай өлем, асылып өлем, не болмаса суға кетіп өлем, не болмаса дәрі ішіп өлем деп осындай айтады екен. Біз соны кейде сенбей қоямыз, айта береді, ол өліп қалса баяғыда өліп қалар еді ғой деген ойда болады екенбіз, байқамай қалады екенбіз. Содан кейін суицид жасаймын деп жүрген адам көбіне еңсесі түсіп, көңіл-күй болмай жүреді ғой, стресте жүреді, и сондай адам аяқ астынан прямо жайнап, жарқырап, өзінің андай нәрселерін, бір қимайтын заттарын, қымбат заттарын беріп, қоштасқандай болып жүреді, бірақ та оны байқайды жақындары, көңіл күйі тамаша болып жүргеннен кейін өткізіп алады назарларынан. Ал дәл осы кезде адам уже андай шешім қабылдайды екен и ойлайды екен, менің жанымның қиналуына біразға не уақыт қалды, біраздан кейін бұл бітеді деген ойда болады екен де, көңіл күйі көтеріңкі болып жүреді екен. Осындай көңіл күйді байқасаңыздар, соны назар салып жүру керек. Кейде айтады ғой, аяқ кезде көңіл күй жаман болып жүрген, ауырып жүрген, бірақ та 1-2 күннің ішінде или 1 айдың ішінде өзгеріп кетті, жақсы көңіл күйде жүрді, енді осындай жағдай болады деп ойлаған жоқпыз деп жатады, ал бұл кезде шында да ол уже шешім қабылдап қойған екен. Қиын жағдай екен. Енді мысал үшін осы аутоагрессия бейсаналы түрде бұл суицидқа жатады, бұл тағы да қандай аурулар, қатерлі ұшырағанда өзін өзі бағытталған агрессия. Бұл ата-анасының ұят болады, аузыңды жап, содан кейін сенің қолынан түк келмейді деген жаңағы кінәлауы, соны ашуланғанын білдіре алмайды, сезімін сездіре алмайды, содан кейін агрессияны өзіне қарай бағыттайды екен.
Енді жас, жаңа айтып кеттім, жас өспірімдер демонстративті түрде жасайды деп, иә. Ал ер адамдар жасағанда олар ең ауырын, ең қиын, ең жолын таңдап алады деген бір естіп жатамыз ғой. Анау табельный оружиемен атылып қалды деп, анада маған бір клиент келді, ер адам, сонда жұмысында бір жағдай болып жатыр екен да, соны айтып отыр. Отбасыма қиын болды, мен енді баяғы өмір сүргім келмеді, мен осының жолын қарап жүрмін деп. Егер де осындай клиент келетін болса, біз оған ойбай, сен не істеге жатырсың, осылай істеуге болмайды деп ақыл айтпаймыз, иә. Оған ұрыспаймыз. Біз ол кісінің сезімін қадірлейміз, қабылдаймыз, иә, оған айтамыз. Иә, өте қиын жағдай, мен сіздің сезіміңізді қабылдаймын, сізді түсінемін, бірақ та сіз менімен 3 айда жұмыс жасап көріңіз. Енді 3 айда ол кісінің бетін бәрібір де бері қаратып алуға болады, иә. Содан кейін енді ары қарай шешім қабылдайсыз деген сияқты. Тіпті болмаса, содан кейін договорға отыру керек болады, иә. Егер де осындай жағдайға барам деп жатсаңыз, 3 кісіге хабарласуыңыз керек болады деп, иә. Тағы да мысал үшін бір айтып кетсек, мысал, балаға көп ұрса бергендіктен, баланы кемсіте бергендіктен, бала өзін жазалаушы ата-анаға қарсы тұра алмайды, иә. Содан кейін ол ата-анасын символикалық тұрғыда өзінің ішіне кіргізіп алады екен да, сонымен дау-дамайға түседі, ұрсысып жүреді үнемі. Күндердің бір күнінде сол ішіндегі ата-анасын жазалау үшін суицид жасайды екен. Сонда бұл бала өмірден озғанда ол ата-анасын жазалап кетеді, ата-анасы өмір бойы баласының алдында, енді баласы өмірден өтіп кеткеннен кейін өзін кінәлап тірі өлік болып жүреді. Бұл енді осындай жағдай болып қалмас үшін баладармен жиі әңгімелесіп тұруымыз керек, және де бір баланың сезімдерін сыйлай білуіміз керек, иә. Баланы өзінің сезімдерін айтуға үйретуіміз керек. Және де Тамара ханым, қозғалтасыз ба? Олтан аха, мен бізде уже бітеді ғой, уже. Мен записьті үлгерейін деп ойлап тұрмын, запись жасағанда. Мифы, да, вот это стигма вокруг суицида. Да, не істейміз, келесі жолы ма, или мынаны группаға жібере салайық онда, иә? Группаға жіберіңіз, но пока давайте где-то 20 қанша қалғанда нетеміз. Білмеймін, кісілердің уақыттары бар ма бізде қатысып отырған? Медитацияны қалай жасаймыз? Онда топтар жасаймыз, өзіміз әркім ой жасасын ба? Медитацияны топқа жіберейік, мен неменен де топқа жібере салайын, содан қарайды. Сіз алғаста беріңіз, пока уақыт бар бізде. 23-25-те уже аяқтайық, да? 23-25-те. Онда қанымдар, осыған байланысты бір сұрақтарыңыз бар ма? Суицидке байланысты. Менде бар сұрақ. Мен былай қосайын, да, онда. Көрсетсеңіз. Менде бір. Қандай сұрақ? Нағашы ағам былтыр, осы 2 жыл бұрын нағашы ағам, мамның ағасының ұлы, ашылып қайтыс болды. 16 жаста. Сол кезде айтады, оның құлағына бір дыбыс келген, что-то мені аруақтар мазалап жүр ғой деймін, бір дауыс келді деп бір врачкасы айтқан, бірақ ол врачкасы дегенде қоя салған, жаңа сіз айтқандай, мән бермеген болды. Содан кейін ол бір неге кетеді, басқа жұмыс істеуге, басқа қалаға, сол жерде ол сол барған күні сол жерде жаңағы қайтыс болады, асылып өледі. Ол кісіде невроз болуы мүмкін, иә. Невроз болғанда, мысалы үшін, галлюцинация болды ма екен, сондай дыбыс естіліп, сондай ауырып жүрген ғой, психикалық ауытқу болуы мүмкін.
или қатты стресске түсіп кеткенде сондай жағдайға барады. Иә, бұның жағдайлары, мысалы үшін күйзелісте жүрген адам, содан кейін жақынын жоғалтқан, мазохист, өмірдің мәнін жоғалтқан адам, содан кейін шизофрениямен ауырып жүрген адамдар баруы мүмкін. Былай өте спокойный жігіт, өте мынандай спокойный, былай не сондай бір адамға не жайлы адам болады ғой. Бірақ енді отбасында кішкене болды ау деймін, бір нәрселер, келеңсіздіктер болды ау деймін отбасында. Бірақ сол жұмысқа шығатын кезде анасын барып құшақтапты. Өмірі құшақтамайтын дейді жұмысқа кетер кезде. Мамасын барып құшақтапты. Бірақ мамасымен симбиоз сияқты болатын ол. Ана мамасы ол үшін өмірдің мәні болатын. Мамасы кәдімгідей. Сөйтіп жұмысқа кетіп барғанда кетіп қалған, қайтадан айналып келгенде қайта мамасын тағы бір құшақтаған. Нұрла әкеш құшақтасайық деп құшақтап мен кетіп барамын. Обычно өйтпейтін дейді. Бірақ оған ешкім тоже мән бермеген тоже. Неге сондай әрекеттерге меніңше мән беру керек сияқты, иә, көп нәрселер. Иә, сондай әрекеттерге содан ондай істемейтін еді, неге бұл жолы істеп қалды деп кішкене бір осознанностьпен мән беріп, саналылықпен мән беріп қалу керек сияқты. И адамдар, оказывается, ол дайындалады, айтады қайта. Содан кейін кейде айтып жүреді ғой, мен бір көз көрмес, құлақ естімес жаққа кетіп қалғым келеді, ұйықтап қалғым келеді, ұйықтап жатып оянбай қалсам екен, или бұл жаққа қалу керек деп. Ондай да болады адамдар, кейбір адамдар сөйтіп айтады, иә. Соның бәріне мән беріп жүру керек. Содан кейін олар инстаграмға бірдеңке жазуы мүмкін екен, қоштасу сияқты, хат сияқты, соның бәріне қарап мән беріп жүру керек екен. Біз әлеуметтік желіде кім деген болды ғой, Жанар Хамитова деген әнші болды ғой. Сол Жанар Хамитова қайтыс болған кезде Аятай Аяш Мантай ма, бір журналист қыз, тоже осы туралы жазба жазған ғой. Сен қайдасың, Жанар, сенің жаның жүрегің шыдамай кетті-ау мына қоғамның әділетсіздігіне, мына қоғамның сені кінәлағанына жан жүрегің шыдамай кетті-ау, Жанар, сенің деп. Өзі жазып, өзі одан кейін бірнеше айдан кейін ба, әлде бір жылдан кейін ба, 9 айдан кейін өзі де секіріп қайтыс болған, суицид жасаған осы. Мантай Аяш деген ба, журналист қыз. Содан кейін ана бір отбасында болады, қайталанып жатады дейді ғой. Сонда ана көрген адам соны қайталауы мүмкін екен, еле. Ол айтады ғой, тұқымнан берген ауру деп, ал самом деле ол ауру емес, қайталайды екен соны. Вот сол ана жаңағы нағашым да солай қайтыс болған. Нағашым осыдан неше жыл бұрын көшедегі подъездің алдындағы ағашқа асылып қайтыс болған. Осы 100 грамм ішетін, андай арақ ішетін еді. Сөйтіп оны бәрі кінәлайды. Осы сен арақ ішесің, бәрі стандар да, балалар да бәрі кінәлайды. Сөйтіп ана ұлы енді ондай араққа ондай тәуелді емес еді. Анда-санда ішетін еді, бірақ дәл сол әкесінің өмірін тура ұлы қайталады. Сонда айтты, мына жерге тауықтың несін асып іліп қою керек еді, негізі оның қазақтың бір ырымы бар. Сонда нетпеген бұл тұқымнан келе жатыр, енді бір өзінің ұлы бар, енді соны абайлау керек, деген сондай бір әңгімелер болды сондай. Да, мен де есіме түсіп жатыр бірінен соң бірі. Біздің құда баламыз армиядан келді. Жас бала ғой, енді армиядан келді. Содан бір айда жүрген шығар үйінде. Сол өз-өзінен асылып кетіп қалды. Құда бала бір жақсы еді өзі былай. Енді ешкімге айтпай кетіп тұр ғой, ештеңе. Просто қалай айтады ғой, жер соғып қалды дейді ғой. Жер соғып қалды артындағылар. Не себепті екенін білген жоқ. Тамара ханым, былай қарасаңыз, мысалы үшін клиенттер келеді ғой. Армиядан келген баладар, иә, сонда ауырып келеді, иә, вот стрессте келеді. Соны психиатрға апар десең, апармайды, ұят болады деп. Менде сондай болды. Ұят болады деп жүрген. Сонда мамасының өзімен сөйлесе, мен қалай апарам, елдің біліп қояды кісілер деп. Сөйтіп жүргенде ана бала асылып қайтыс болды. Кейде ана айтады да, ешкімге керек болмаған да, өзіме ешкімге керексіз сезінбегенде сол кезде кетіп қалады. Менің ағам сөйткен ғой, баласына звондаған, баласы телефон алмаған, қызы ол айғайлаған, өзі келіншегімен өзі ұрысып қалған. Сол кезде қызы да қарсы шыққан, папа сен да деп. Одан кейін жаңағы ұлына звондаса, ұлы өз бетімен телефон алмай қойған, бітті. Содан барғанда еще жазған, мен қазір асылып өлем, менің артынан дұға оқып отырыңдар өздерің дейді. Сағат түн 11-ден ба, 12-ден бітті. Соны телефон өшкен болды, ол кеткен. Бірақ одан кейін жаңа жеңгемізде
іздемеген ғой мына андай сөз айтқаннан кейін мысалы біз жүрегіміз тітіркеніп ойбай байқашы ай барыңдар ана абайлаңдар деп қасында адамдарға звондап жанында байқаңдар деп сөйтеміз ғой. Олар спокойно жата берген таңертең хабар келген болды. Сол кезде мен қатты бір өкініш бар да негізі сондай бір. Иә. Да. Сонда жаңа айттыңыз Назгүл ханым, ол все-таки бәрі ескертеді. Каким-то образом ол ескертеді, да? А потом в конце уш алады, да? Уш алу ғой енді, жазалау ма екен? Сезіну. Мен сені көрсетейін деген ғой. И мен жолдасымның, күйеуімнің жолдасы тоже тойға дайындалып жүрді, баласын үйлендіруге. Сонда бізге айтады, мен сендерге тапсырам, тойды өздерің жасаңдар, мен болмаймын ғой деп оның алдында әйелімен бір тағы кішкентай баласын жол апатынан сол виноват сияқты қайтыс болғанда, мен анау келіншегім тойды көрмей кетті, мен де көрмеуім керек деп. Менің жолдасым айтыпты, мен бәрін дайындап қойдым, жіпті бәрін алып дайындап қойдым, ертең болмаймын деп. А мен жолдасым үйіне айтып отырсың, үйтуге болмайды деп, даже мен сенген жоқпын деді. Таңертеңде жоқ. Сонда ол айтты. Мен айтсам ба екен, менің да таныс бар, Турчанка, клипмахер. Сол екеуміз әңгімелесіп тұрамыз, сол айтқан қызында сондай ой бар деп, осындай ой. Бір рет автомобильдің астына түсіп кетіп алған. Содан кейін психологпен қазір жұмыс істеп жатыр. Маған қонаққа келді, екеуі шақырдым әдейі. Содан мен айттым, сен маған аптасына 3 рет менімен түрікше сөйлес. Жаңа қызбен бастадым. Сонда бастадым. Иә, и еще психолог жұмыс істеп жатыр, жұмасына 1 рет. Кеше сөйлескенде вообще көңіл күйі жақсы, да, хорошо, психологпен жұмыс жасаған деп сөйтіп, уже настрой бөлек настрой. Жақсы. Автомобильдің астына түсіп кетіп алған, представляете, мамасы маған сөйлеп айтты. Откуда это вот суицидальный мысль? Наверное, генде тоже болған шығар, да? Генде бір какой-то... Может быть, ол какой-то енді айтпайды ғой сізге. Может, стресс болды, может, шешесімен, әкесімен, бала кезінен келе жатқан обида, может, жігітмен ұрысып қалды ма екен, может, ауырып қалды ма екен. Назгүл ханым, дұрыс айтасыз. Мен өзімде де болған. Жаңағы уксус ішіп қою керек, дәрі ішіп қою керек. Мен дәрі ішіп, өзім тұрмысқа шығардың алдында мен дәрі ішкенмін негізі. Бірақ та мен әсер етпеді. Енді өліп қалмайын деп ішкем ғой, примерно. Полностью өліп қалмайын деген ғой, просто жағалағым келген ғой. Сонда мен тұрмысқа шығам деп, мына қызым аяғым ауыр болды, бірақ сол күйеуімді жазалағым кеп, сонда мына неге отырғам, ыстық ваннаға отырып, мына баланы түсіріп тастайын дедім, ол түспейді, сосын кейін дәрі ішем. Жазалап. Дәрі ішем, дәрі де нетпейді, дәрі де әсер етпейді. Содан кейін мен больницаға да бармаймын, отравление де болмайды. Мен жеңіл, наверное, істеймін, скорее всего. Содан кейін бірақ бірнеше таблетка іштім, есімде. Одан кейін мектеп жасында бір жүргенде де мамамдарға бір ерегесіп бір, содан кейін мен астылып өлем, сөйтем, темекі тартам, астылып өлем деген бір сол менде студент кезінде менде де болған. Сонда мен де абайламасам болды. Андай біз мерек болып тұрмыз ғой сонда. Мақпал ханым, Ана ханым айтады, әр адамның өмірінде осындай болады дейді. Болады, бірлес болса да келеді. Бұл мысал үшін кейде ойлайды дейді, миф, баяғы бірлес ойлаған адам ол қайта-қайта немете береді, сондай бірдеңке болады деген. На самом деле ол бір краткосрочный, бір кішкентай немене. И одан кеткеннен кейін қойып кетеді екен. Негізі мына тема бар ғой, шыға береді да, вот менің ойыма келіп жатыр, жаңа кімдер болды, кімдер кетті, сондайлар келіп жатыр. Уже түсініп қалған екен, сөнуге. Келешекте бұл тақырып бар ғой негізі. Мындай иә. Төрт ханым отыр, ханым сіздер отырсаңыздар, мен сияқты тағы 1-2 ханым шақырып, 5 адам дөңгелек үстел сияқты подкастты, біздің әңгіме дүкенімізді ютубқа жазса, осы керемет мынау тақырып өте бір өзекті тақырып. Аха, сондай бір жоспар құрсақ болса, барлығымыз отыр. 1-2 адамды шақырсам, осындай эксперт па, или жай адам, простой адам, өмірдегі жай, қарапайым өмірінде сондай ситуация болған адамдарды можно и как бы
Вот можем вот так сделать. Видите, или болмаса осында қатысып отырған ханымдармен, может, примерно вот так. Да, это Примерно. интересно. Онда көшіріп алу керек болады, да, онда көшіріп алып. Дөңгелек стол. Аха, көшіріп алу керек. Аха. Жақсы, Тамаша. осымен аяқтаймыз. Үлкен Назига ханым. Рахмет ханымдар, аха. Асим ханым. Кстати, ертең бізде киноталдау болады. Вот кино как раз очень интересная тема. Это советский фильм. Талдауға болады ертең фильмді. Күндіз болады, сағат 2-де басталады. Бір сағат жарым талдармыз, талдасақ, кімдер кіреді. Вообще, кейіпкер ұнады ма, кім ұнады, не ұнамады, неге ұнамады, сондай бір. Какой-то вот этот ашық әңгіме түрінде болады, аха. Жақсы, үлкен рахмет, онда аяқтайық. Мен сақтап қояйын, аха, если что. Жақсы, қайырлы кеште болыңыз. Медитацияны жіберем. Медитацияны, мощная медитация, энергетика көтереді, Джо Диспенза. Можно слушать и вечером, и днем, короче, да? Рахмет.